الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Аллахтың алдында шүкірлігіңді білдіріп, дастарханға мал сойып, соған достарыңды шақырып, осындай дастархан жасау, одан кейін сол дастарханда күліп ойнатып ішіп жеу, Аллахты еске алу, бұл мұсылман үшін бір той. Және осы біз Аллах Тағаланың пайғамбары арқылы бізге бұйырған осы малды сойған үшін Аллах Тағала бізге тағы да сауап жазып қояды. Сауап жазып қояды. Бір құр ішіп жеп отқан жоқ, сол ішіп жегеніміз үшін, сол Құдайға шүкірлік қылғанымыз үшін біз осы күліп ойнап отырып сауап тауып отырмыз. Күліп ойнап отырып сауап тауып отырмыз. Ал енді шынымен мұсылманшылықты білмеген адамдар күліп ойнап отырып күнә табады. Сондықтан оларға айтады: "Ман дахика ва хуа язнаб, дахланнаху ва хуа ябки" дейді. Кімде-кім күліп күнә жасаса, ертең жылап тозаққа кіреді деп айтқан. Сондықтан олардың тойға ұласын деген сөзі шынымен кей кезде дәйексіз болып жатады. Ал мұсылмандікі шынымен тойға ұласады. Біз өзіміз осы ішіп жеп тоямыз, және де Аллах Тағала бізге жәннатта тағы да тойғызамын дейді. Жәннат тойғызып қоямын дейді. Осы мағынада келген өте көп хадистер бар. Енді осы жерде бір бас қосып қалған екенбіз. Аллаға шүкір, бұл дастарханда көбіміздің иншалла мақтаулар Аллахқа болсын. Маңдайымыз сәждеге тиген бауырларымыз екен. Аллах Тағала сол сәждеден болған біздің жаңағы құлшылығымыздан болған сауаптарды иншалла дүние ақыретте берекетін көруді бізге Аллах нәсіп етсін. Сондықтан осы дастархан басымыздағы уағызымызды көбіне осы жүрегіне иманы ұялаған, маңдайы сәждеге тиген бауырларымыздың деңгейіндегі уағыз қылайық деп ойлап отырмын. Аллах Тағала ізгілікке бастасын баршамызды. Өйткені білесіздер, Құран аятының өзінде де адамдардың бәрі тең дегенмен де иман жоқ болуына, иманы болмауына байланысты адамдар тең болмай қалады екен. Сол үшін Құранда өте көп деген аяттар бар. Ла ястави асхабун нар ва асхабул жанна, асхабул жаннати хумул фаизун. Дозаққа баратындар мен жәннатқа баратындар тең емес дейді. Жәннатқа баратындар олар міне табысқа жеткен деп қояды. Яки болмаса тағы бір аятта ахраджа ал муслимина кал мужримин малакум кайфа тахкумун дейді. Біз мұсылмандарды күнәһарлар сияқты етіп қоямыз деп ойлай ма? Сендерге не болған, қалай үкім шығарасыңдар дейді. Сондықтан мұсылман сырт бейнесі, басы бар, аяғы бар, қолы бар дегенмен де мұсылманшылықты ұстап жүрген адам мен мұсылманшылықты ұстап жүрмеген адам тең емес. Оның және тең болмайтын және бір дәлелі осы жоғарыда айтып бергеніміздей, Аллах Тағала Құранда келген кезде жүрегінде иманы ұялағандарға басқаша аятты бастайды, жүрегінде иманы ұяламағандарға басқаша аяттар бастайды. Мысалы Құранда аят бар, жай адамдарға келген кезде: "Я айюханнасу тақу раббакумуллади халақакум валладина мин қабликум лааллакум таттақун" дейді. Ей адамдар, сендерді және сендерден ілгергі өткен бабаларыңды жаратқан Құдайдан қорқыңдар деген аят келеді. Бұл жерде яғни ей адамдар деп атады. Яғни осы бір мағынада. Бұл аятта айтылған мағыналарды мұсылман да, мұсылман емес те түсінеді деген ұғым береді ғалымдар. Ал енді мұсылмандарға келгенде көбінесе аят не деп келеді? Я айюхалладина аману, ей иман келтіргендер деп иманын қосып айтады Аллах Тағала. Енді жай адамның қатарына қоса салмайды. Оған өзінің берген иманын сөзіне тие кете отырып, ей иман келтірген құлдарым деп Аллах айтып отырады. Сол үшін бұрынғы өткен сахабалар, ілгергі өткен селефтер, осы бір Құран аяттары я айюхалладина аману деп келетін болса, ей иман келтіргендер деп келетін болса, мен осы аятқа қатты көңіл бұруға тырысам, өйткені Аллах Тағала иман келтірген құлына лайықты сөз айтайын деп жатқан аяттар деп түсінеді екен. Сол үшін және де аят бар, кейбір жерде бұл аят Құранда өзі бірақ жерде келеді. Шынымен ол өте нашыр қауымға Құдайдан қарсы келгенде я айюхалладина кафару ла та'тазир лияум деген аятта ей кафирлер, сендердің үзірлерің бүгін қабыл етілмейді дейді.
Сондықтан ол кәфірлер, адамдар, мұсылмандар деген осы қаратпа сөз Құран аятында осылай келіп отырады екен. Сондықтан өйткені бұлай болатын себебі адамның, біз айттық, естеріңізде болса, бір бас қосуларымыз айтқанбыз, адамның дейдік көзбен көрген айнал яқин, айлмал яқин, хаққал яқин деп ғалымдар бөліп жатады. Көзбен көрген ақиқат, одан кейін жаңағы біліммен білген ақиқат, одан кейін нағыз ақиқат деп айтады. Соны мынау көзбен көрген ақиқат, мысалы, көзбен нені көрсек, соны біз мойындаймыз, көрмесек мойындамаймыз. Ол көбінесе бұл қағиданы материалистер қатыстанған болатын. Көргенді мойындаймыз, көрмегенді мойындаймыз. Құдайды көрген жоқпыз, мойындамаймыз деп шығады. Бірақ олар өздерінің жанын да көрген жоқ, өздерінің ақылын да көрген жоқ, көп нәрсені көрген жоқ. Енді екінші нәрсе бар, көз жете алмаған жерге жететін нәрсе бар, ол адамның ақылы, ол адамның білімі. Адамның көзі жетпеген жерге осы білім жетеді, адамның көзі жетпеген жерге осы ақыл жетеді. Ал енді осы ақылдың жете алмайтын жеріне иман жетеді екен да. Иман жетеді. Сол үшін мұсылмандар, олар Аллаға көрмесе де иман келтіреді, ақыретке де иман келтіреді. Өйткені олардың жүрегі, көкірегі ашық та. Сол үшін Құранда Аллах Тағала айтады, олардың көздері соқыр емес, валакин та'ма қулубухум аллати фи судурихим, бірақ олардың жүректері соқыр деп айтады. Жалпы жүрекке соқыр деген сөзі былай қарасаң көзге айтылу керек сияқты. Аллах олардың жүректері соқыр дейді, өйткені иман жүректе болады да. Сонда олардың жүрегінде иман болмаған екен, өмірдегі түсінікті мүлдем басқаша түсінеді. Тіпті олардың өмірдегі түсінігін алып қарайықшы. Құранда Аллах айтады: "Фаттақуллаха я улил албабиллазина аману", ей Құдайдан қорқыңдар, иман келтірген ақыл егелері деп мұсылмандарға ақылды қосып айтады Аллах Тағала. Расында сондай. Мұсылманшылықты білмеу ақылға келмеу да негізі. Жай бір қарапайым қараңыз. Мұсылманшылықты ұстанбайтын адамдар ақылға сыймайтын тірліктер істейді. Олардың іздеп жатқан нәрсесі табылмайтын нәрсе. Қараңыздар, олар өлмейтін өмір сүргісі келеді. Мүмкін емес қой. Мүмкін емес еш уақытта. Осынша ғасыр болды. Адам атадан бері қанша адамдар өмір сүріп келе жатыр. Адам емес, пайғамбарлар өмір сүріп келе жатыр. Өлмегені жоқ, бәрі өлген. Олар сондай өмір сүргісі келеді, өлмейді. Өлмей өмір сүргісі келеді. Бірақ қарасаңыздар, осы жердің өзінде олар ақылын дұрыс пайдаланбай жатыр. Ал ақылды адам деп пайғамбардан сұраған кезде, қайсы иман келтірген ішінде кім ақылды дегенде, өлімді ойлайтындар деген екен. Олар ойлағысы келмейді. Енді сол ойламау арқылы өлімді жеңеміз деп ойлайды да. Бұл қателік. Бұл қателік. Екінші және бір мысалға алып қарайық. Олар өздерін жоқтан бар еткен, жаратқан, әрбір демін беріп атқан, жүрегін соқтырып атқан, қанын ағызып атқан, көзімен көргізіп атқан, құлағын естіріп атқан, тілін сөйлеп атқан бүкіл нәрсе, яғни Құдайдан болып жатыр. Аллахтан бүкіл, яғни әрбір секундта ол Құдайға мұқтаж да. Әрбір секундта Құдайға мұқтаж. Енді сол мұқтаж болған Құдайын ренжіту арқылы бақыт іздегісі келеді да, субханалла. Бұл ақылды адам тірлік емес. Өзін кеше айтыр, жоқтан бар етті. Сондай бүкіл нәрседе тырнағының ұшынан бастап шашының талына дейін Құдайдың құдіретін көрсетіп тұр. Әр нәрсесі Құдайға мұқтаж. Титтей нәрсенің өзінде Аллахқа өте мұқтаж. Су болмай қалса шөлдейміз, тамақ болмаса қарнымыз ашады. Сондай мұқтажбыз. Сөйтіп тұрған кездің өзінде соның бәрін Құдай беріп жатыр. Енді Құдайды ренжітіп, осының бәрін беріп жатқан. Бақытты болғысы келеді. Мүмкін емес. Еш уақытта мүмкін емес. Сен Аллахты ренжітіп арақ ішіп, Аллахтың айтқан тыңдамай ренжітіп, Аллахтың жолымен жүрген жаңағы Құдайдың сүйікті құлдарына тіліңді тигізіп, жаңағы сен сондай бір дәретсіз жүргізіп, сен Құранға жаңағы бейхабар болып, Құдайға серік қосып, Құдайдан бөлек әруаққа күнге суға табынып кетіп, Аллах ренжітетін нәрсенің бәрін істегің келеді және бақытты болғың келеді. Ал бақыт Аллахтың қолында. Саған ешкім Аллахтан бөлек нәрсе бақыт бере алмайды. Адамға адам да бақыт бере алмайды. Сонда қарасам, бұл жердің өзінде олар ақылды дұрыс істетпей жатады екен. Сол үшін көбінесе оларды улайка кал ан'ам дейді, мал сияқты деп келіп отырады. Сол сияқты олардың көптеген тірліктер бар. Мысалға, олар және бір ақылға сыймайтын нәрсе, бұл дүниеде бүкіл нәрсе айтады. Шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады, қыстың қамын жаз ойлады, бәрін айтады. Осы сөз ақылды адамның тірлігі. Бірақ ақыреттің қамын ойлап жатқан жоқ та. Ешбір амал істеместен, ешқандай намаз оқымастан, ешқандай ораза ұстамастан жәннаттың төрін аңсайды да, солар. Ақылға сыймайды. Ал бұл дүниедегі қайдам Аллах Тағаланың тақуа құлдарына уәде қылған жәннатын алмай тұрған кезде дүниенің өзінде сен бір адаммен сыйласпасаң, ол адам сені төріне шығармайды да.
бір адаммен қарым-қатынас нашар болатын болса, сенің алдыңда тамағың да ұсынбайды, оны сен үйіне де кіргізбейді, ол сенімен амандаспайды, ол сені жолатпайды. Енді адамдар Аллахның ризалығын таппастан, ешқандай ақыретке дайындық істеместен қыстың қамын жаз ойла деп жүріп, қыс мүмкін жылы болар, мүмкін жылы болмас. Оны Алла біледі, бірақ ақырет сөзсіз болады. Ертең міндет түрде біреу жәннатқа, біреу міндет түрде дозаққа кетеді. Осыны нақты біліп тұрып, ойға қам жасамайды да, жәннатқа кірем деп ойлайды. Міне осы жерде қарап отыратын болса, мұсылман мен мұсылман емес адамның түсінігі екі бөлек болатындығы. Осы сияқты мысалдар өте көп. Осы сияқты мысалдар өте көп. Біз айтып жүргендей, денсаулық үшін деп арақ ішеді, денсаулық бұлшық болады, өкпе бауырын бәрі болады. Жаңағы достық үшін деп арақ ішеді, бірімен төбелесіп қырғын болып жүргендер. Сондықтан семьяның бақыты үшін деп арақ ішіп алады, екі әйел мен еркек бірімен ажырасып жатқандар. Сондықтан бүкіл қарама-қайшы тірлік істейді. Сондықтан шынымен мұсылман адамның түсінігі мұсылман емес адамның түсінігінен жоғары болады, өйткені ол иман арқылы басқалардан жоғары тұрады екен. Аллах Тағала Құран аятына келген кезде біз айтамыз, "Ихдина сиротал мустақим сиротал лазина ан'амта алейхим" деп айтамыз ғой. Бізді тура жолға сала көр деп. Осы ала худам мир роббихим деген аят бар. Ала деген сөз арабтың тілінде үстінде дегенді білдіреді. Құдайдың тақуа құлдары тура жолдың үстінде дейді. Яғни биікті көрсетеді. Ал енді бұл мұсылмандарға байланысты айтылады. Үстінде деген мағына мұсылмандарға да. Ал енді кафирлер келгенде олар қателескен жолдың үстінде деп айтпайды еш уақытта. Фи долалим мубин, олар қателіктің ішінде деп айтады да, төменді көрсетіп айтады. Фи төменді көрсет, ала жоғарын көрсет. Сондықтан иман бұл адамды жоғарылатады екен де, түсінігін де жоғарылатады, оның жүріс-тұрысын да жоғарылатады. Бірақ біз білеміз, адам иманына қарай сынақ көреді дейді. Осы жерде мүмкін бәріңізде осындай жағдай жиі кездесіп жатқан шығар. Сен намаз оқисың, ешкімнің іштен кез кетіп жатқан жоқ та. Сенің қойған сақалыңнан бірде-бір біреудің зиян келмейді да. Бір адам сақалын қойғаны үшін аспаннан жаңбыр жаумай қалады деген қағида жоқ. Бір қыз бала орамал таққаны үшін болмаса статистика бойынша авария көбейіп кетеді деген және нәрсе жоқ та. Наоборот, арақ ішкен кез үшін авария болуы мүмкін, бірақ орамал таққан үшін авария көбейіп кетеді деген нәрсе жоқ та. Бірақ ел осы орамал мен сақалдың дұшпаны. Не үшін дұшпансың айтамайды бітті. Ар жағында тек қана террорист, экстремист, ешқандай дәйексіз сөздерге барып тіреліп жатады екен. Сондықтан бұл иман келтіргеннен кейін шаятинул джин дейді. Адамдардан болған шайтандар бар, жындардан болған шайтандар бар дейді. Сол жындардан болған шайтанда, адамдан болған шайтанда адамдарды азғырып, қате жолға түсіргісі келіп отырады. Сол мұсылман болғаннан кейін әрқашанда сынақ көреді. Енді бұл жерде біз айтып кетейін деп отырғанымыз сол мұсылмандарға лайықты бір тақырыпты алып өтсек дедік. Ол тақырыбымыз бір бауырларымызбен отырғанда айтып өткен едік. Және бір қайталау болсын. Мұсылман адамның және бір ерекшелігі ол намаз оқиды. Намаз құлшылықтардың ішіндегі бір төресі, ең абзалы таухидтен кейінгі. Сондай бір жәннаттың кілті деп аталып кетті. Жердегі құлшылықтың бәрі аспанда бұйырылып жатқан болатын, құлшылықтың бәрі жерде бұйырылса, намаз аспанда парыз болды дедік. Сол намазда біз сүрелер оқимыз. Сосын мүмкін болатын болса, біз жиі айтқанбыз, намаздағы ықыласымызды күшейту үшін сол намазда оқып жүрген сүрелеріміздің мағынасын біліп жүрген өте жақсы деп. Сол көбінесе біз 10 сүреге тоқтайтын едік, Алам тара кайфадан бастап жаңағы құл аузу бираббин насқа дейін. Бірақ және де бір мұсылман бауырларымыз жиі қолданатын бір сүресі бар екен намазда. Сол жайында бір тоқталып өтуді дұрыс көріп отырмыз. Ол Бақара сүресінің алғашқы аяттары, алиф лам мим деп келетін сондағы аяттарға кішігірім мағына беріп өтейік. Намазымызды оқыған кезде осы аяттарды көңілімізде ұстап, тақуалығымызды арттыру үшін, өйткені Аллах Құранда айтқан: "Афала ятадаббарунал Qur'ан ам ала қулубин ақфалуха" дейді. Олар Құран жайында ойланбай ма, жоқ әлде жүректері құлыптанған ба дейді. Құранның аяты оқылған кезде сол аяттағы сөздің мағынасын білуге ұмтылмаған адам, сол аят туралы зерделеп ойланғысы келмеген адамның жүрегі құлыптанған ба деп Аллах айыптайды екен да. Сондықтан мұсылманның бір несі өзінің жиі оқып жүрген сүресін, өзінің жиі намаз оқып жүрген нәрсесін, мағынасын білсем екен, мен Раббыма қандай дұға айтып жатырмын, қандай нәрсемен жалынып жатырмын, қандай нәрсемен жалбарынып жатырмын, бұл қандай мағына береді дегені оның иманын да көтереді, оның намаздағы ықыласын да арттырады, оның шынымен тақуалығына көп жәрдем береді екен, намаздың сауап еселеуіне көмектеседі екен. Енді біз сол Бақара сүресінің алғашқы аяттарына бір кішігірім тоқтап өтсек болады. Бақара сүресі бисмилла алиф лам мим деген
сөздермен басталады. Бұл енді бастапқы хуруфул муқаттаа деп ғалымдар атап кетті. Сондай бір бөлек-бөлекше келген әріптер деді тұратын. Бұл әріптердің мағынасын бір Алла біледі. Құранда бірнеше сүре осындай әріптермен басталады. Бұл Құранның бір мұғжиза екеніне дәлел болу үшін түскен нері дейді. Оның түсуі бекерден емес, онда бір хикмет бар дейді. Жалпы біз және білеміз, осы әріптерді оқыған кезде сауап болатындығы сөзсіз. Өйткені қызық, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кімде-кім Құраннан бір әріп оқыса, оған 10 сауап болады деді. Сосын айтты, алиф лам мим харф деп айтпаймын деді. Алиф лам мим осы бір әріпті айтып келді. Бір әріп деп айтпаймын. Алифун харфун, ламун харфун, мимун харфун. Алиф өзінше харф, лам өзінше әріп, мим өзінше әріп деп түсіндірді. Яғни 30 сауап деді. Сонда болатын еді пайғамбарымыз басқа сүрені мысал келтірсе. Альхамдулиллахи роббил алемин, әр әріптен 10 сауап. Әлхамд дегенде 4 әріп бар, 4-еуіне 40 сауап деп айтылса болатын еді. Бірақ пайғамбарымыз осы бір әріпті алып келді. Алиф лам мим. Яғни бұның мағынасын бір Алла білуші, бірақ оның өзі бекерге кетпейді. Оны айтуда бізге берекет бар. Біздің біліп тұрған сөзі одан сауап тауып атқанымыз. Енді келесі екінші аятында келеді. Заликал китабу ла райба фихи худал лил муттақин. Егер Құранды ашып, мұқият оқып жүрген болсаңыздар, осы бір Құранда сіздер мынандай тәжвид ережесін көресіздер. Осы аяттың үстінде, екінші аяттың үстінде ройбтан кейін, фихи деген сөзден кейін 3 нүктені көресіздер. Екеуі қатар келіп отырады. Құранды оқып жүрген адам байқайды. Екеуі қатар келеді. Бұл тәжвидтегі ереже бойынша бірінші 3 нүктеге тоқтасаңыз, екіншісіне тоқтау болмайды. Екіншісіне тоқтасаңыз, біріншісіне тоқтау болмайды. Бұның бекерден бекер тұрған жоқ, осы Құранның мағынасын және бізге аша түседі екен. Әр неге өзіндік тоқтауы өзіндік мағына береді. Мысал алып қалайық. Заликал китабу ла райб деп тоқтасақ, бұл кітап, яғни Құранда айтып отыр, ешбір күдік жоқ, яғни мағына береді Аллахтан келгендігіне. Бұл кітаптың Аллахтан келгендігіне ешбір күдік жоқ. Бұдан шығатын мағына, бұл кітап адамзат баласының қолмен жазған қолжазбасы емес, адамзат баласының ақылынан туындаған бір сондай керемет шығарма емес. Бұл Аллахтан келген кітап. Бізді жаратқан Раббымыз жіберген кітап екендігіне дәлел. Енді келесіне тоқтайтын болса, заликал китабу ла райба фихи десек, онда бұл кітаптың ішінде ешқандай күдік жоқ дейді. Сонда екі ақиқатты біліп тұрмыз. Бұл Құран Алладан келгендігін, және сол Құранның ішінде ешқандай кемшілік жоқ екендігін. Және осы Құранның ішінде райба фи, яғни күдік жоқ дейді. Күдік. Қателік былай тұрсын өз алдына. Күдік жоқ. Мысалы, күдік деген не нәрсе? Айтайық. Бір кісінің, енді Алла сақтасын ондай нәрседен, мысал ретінде айтып отырмыз. Бір кісінің әйелі бар, одан 10 бала көріпті. 10 баласының 9-ы бір бөлек, бір баласы бір бөлек дейгі. 9 баласы сары, бір баласы қара дейді. Күйеуінің жүрегіне күдік келеді. Бірақ нақты дәлелі жоқ. Әйелінен айтса, жоқ, бәрі өзің балаң деп қояды. Бірақ жүрегі ауырады күйеуінің. Қолмен ұстаған жоқ, көзбен көрген жоқ. Ештеңе деймейді, осы неге маған ұқсамайды деген сұрақ туады постоянно. Күдік. Бірақ дәлел жоқ ар жағында, шынында дәйек жоқ. Шындық жоқ. Құранның ішінде өтірік тұрмақ, осындай күдік жоқ та. Мына аятты осы мүмкін емес, Құранда бір жерінде бір кемшілік болу керек қой деген күдік те жоқ та. Оның ішінде қателік тұрмақ, күдік те жоқ екен. Енді оның ішінде көптеген енді аят Құранды оқыған адамдар оны көзбен көріп жатады, бұл Аллахтан келгенін нақты байқап жатады. Бірақ сөйтіп жатқан күннің өзінде бізге осы Құранда ешбір күдік жоқ, бұл Аллахтан келгендігіне дәлел болатын және бір дәлел пайда болды. Ол Құранның сол 7-ші ғасырда түскеннен бері біздің ғасырымызға дейін 15-ші ғасырға қадам басып бара жатыр. Ғылым мен техника сондай бір биік жаңағы жетістіктерге жетті. Осынша жетістікке жеткен кезде әлі күнге дейін Құраннан мына жері қате деген сөзді айтамай отырды. Осынша жерге жеткен кезде. 15-ші ғасырға кетіп баратып, Құранның ішінде бір қателікті таба алмай жатқан болатын болса, онда ақыл бар адамдарға ойлану керек. Бұл ақиқат сөз. Біз кез келген туындыны 15 күн тексереміз, қатесін тауып аламыз. 15 күннің ішінде қателігін тауып алады. Ал енді Құраннан не грамматикалық қате таппайды, не ғылыми қателік таппайды. Жоқ, ешқандай қателік. Және бір қызығы, осындай кішкене бір кітап бүкіл адамның дүниедегі ақыреттегі ісін қамтып кеткен. Енді бұл бір нәрсе айтып кеттік.
Сол үшін Құранның жер бетінде болуының өзі Құдайдан қорқу керектігіне дәлел. Ақылы бар адам Құран дейтін кітап бар екен жер бетінде, осынша 14-ші ғасырдан асып кетіпті, әлі бір кемшілігін ғалымдар таппай жатыр деген кезде сол күні Құдайдан қорқып сәждеге құлауға жеткілікті болатын еді. Бірақ соқыр адам. Енді келесі ла ройба фихи худан лил муттақин. Худан, яғни тура жол көрсетуші. Тура жолға бастаушы дейді Аллах Тағала. Бұл кітап ешбір күдігі болмаған кітап, бізге тура жол көрсетуші кітап екен. Бұл тура жол көрсетуші тек қана ақыретке ғана емес, дүниенің істерінде де тура жол көрсетуші. Бұл семья мәселесі болсын, бұл жаңағы мұсылмандардың ерлі-зайыптылығына қатысты өмірінде болсын, тіпті Құран біздің өмірімізді шыр етіп келгеннен бастап біздің қамымызды ойлайды да. Дейді, сәбидің хақысын айта бастайды. Әлі тісі шықпаған, өздігінсіз өмір сүре алмайтын, әкесі мен шешесін аялауын көрмесе, тіршілік ету өте қиын болған сәбидің хақысын ойлап, Құранда Аллах айтады: "Вал-валидату юрди'на ауладахунна хаулайни камилайн лиман арада ятимар рада'a." Қайсы бір аналар баласын 9 емізгісі келетін болса, 2 жыл емізсін дейді. Кішкентай баланың хақысын ойлап қояды. Яғни Құран біздің дүниеміздің де тіршілігін, және ақыретіміздің де тіршілігін, рухани мәселемізде, материальный мәселемізде, зекеті, қажылығы, жаңағы осы кәсібіміз деп атқан бизнесіміз, осының бәрін қамтып кеткен да. Осының өзінің бүкілін Құран қамтып кеткен. Бұл және бір Құранның ақиқат кітап екеніне дәлел болады. Тура жол көрсет, бірақ кез келген адамға емес дейді. Құран түсті, адамзат баласына түсті. Бірақ адамзат баласының бәрі пайдаланып жатыр ма соны? Кім пайдаланып жатыр? Біреуге Құран тек қана қабырғасына ар кеткен мұсылмандығы ескерткіш сияқты қабыр қылып қоятын. Портрет бітті. Одан басқа ештеңе істеп жатқан жоқ. Ешқандай пайдаланып жатқан жоқ. Оған Құран ешқандай тура жол көрсетіп жатқан жоқ. Ешқандай пайдасы жоқ та. Енді және бір адамдар бар, Құранмен оны ілу былай тұрсын, Құранды менсінбейді, оны зерттемегенде, оқымағанда, қойшы соны дейді. Ол пайғамбар Библиядан көшіріп алған, ешбір дәлелсіз сөз айта салады. Соныменен әлемнің рамбысы Аллахқа қарсы шығып жатқанмен шаруасы жоқ та. Сен бірінші бір нәрсені жоққа шығару үшін оны зерттеп көр, кемшілігін тап, одан кейін айт. Ал енді шынымен қарасақ, бұл Құран адамзат баласы үшін түсті. Тірілерді ескерту үшін түсті дейді. Бірақтан осы Құранды тіпті өкінішке орай өзіміздің елімізде, өзіміздің қазақпыз деп жүргендердің өздері Құранды тірілерге емес, өліктерге ғана арнап қойды. Бітті, басқа жерде аясында жоқ. Енді сол үшін Аллах Тағала Құранды адамзат баласына түсірдім дейді. Ол тура жол көрсетеді дейді. Лил муттақин, Құдайдан қорыққандарға дейді. Кім өзін жаратқан Раббысынан қорқса, сол адамға Құран тура жол көрсете бастайды. Кім Құдайдан қорықпады, оған Құран ештеңе де болмайды. Оның бар мұсылманшылығы мойнына тұмар қылып тағу бітті. Сол тұмар жасап тағып алған күннің өзінде Құдайды қор етіп жатқанмен шаруасы жоқ та. Құдайдың айтқанын істегісі келмейді, Құдайға айтқанын істеткісі келеді. Бұл қандай бір жексұрындық, қандай тәкаппарлық та. Құдайдың сөзін мойнына тағып алады, тер қылып, тұз қылып, оның аяты оқылмайды. Сөйтеді, ал енді Құдай мені қорға дейді, өзі ішет, жейді, намазсыз жүреді, тұрады, зинақорлық қылады, және Құдайға сондай жексұрын істеп, ал енді Құдай мен сен сөзін сауал, мені қорға дейді. Қазіргі кезде бесплатный телехана тілде жоқ та. Бесплатный телехана тілде жоқ. Осындай білімдердің төмендігінен Құдай туралы өте нашар ойға түсіп кеткен адамдар. Сондықтан Құран Құдайдан қорыққандарға туралы көрсетеді. Олар оны ашады, оны ішін түсінуге тырысады, оны оқуға тырысады. Сол арқылы өзінің өмірінде жауап қалады. Салман Фарси ислам дінін қабылдайды, бұл парсы еді. Пайғамбарымыз кезінде сол ислам дінін қабылдау үшін сонау парсы мемлекетінен анау арабтың түбегіне барып пайғамбарымыз қасына еріп хадис Құран үйренеді. Сонда Салман Фарсыға бір яһуди келіп айтқан екен дейді. Сендердің пайғамбарларың түк қалдырмай бәрін үйретіп тастады ғой депті. Иә депті, хатта қада әл-хаджа, тіпті дәретханаға кіріп шығуды үйретті деген екен дейді. Бұл ислам діні ештеңені қалдырған жоқ. Бір туалетке кіріп шығудың өзінше бір лекция. Қай аяқпен кіру керек, қалай отыру керек, қай сөз айту керек, қай сөз айтпау керек, не істеу керек, қалай сыйыну керек, қай қолыңмен тазалау керексің, қай қолыңмен тазаламау керексің. Соның бәрі бір үлкен мәселе айтып кеткен да. Бәрі үлкен мәселелерді айтып кеткен. Енді бұл Құран Құдайдан қорыққандарға тура жол көрсетеді дейді. Қорқу деген не өзі? Тақуалық айтамыз, муттақин, тақуа дейміз. Бұл арабтың сөзі, бізден қорыққан деп аударып жүрміз. Ол тек қана қорыққан деп аударсақ, толық мағынасын бермейді. Арабтың тілінде бұл
түбірі виқая сөзінен шыққан, яғни қорғану, сақтану деген нәрсесі. Мысалға, вақайту десек, мысалы, вақайту хубза бил варақ десе, мен нанды жаңағы ылғал болып суланбау үшін қағазбен орап қорғап қойдым десек. Яғни қаптап қорғап қойдым, сақтап қойдым десек. Болмаса алманы қысқа қағазбен орап сақтап қойдым, шөптің арасына сап сақтап қойдым. Осы мағынада. Қазақтар бұл сөзді кезінде қолданған, бірақ өздері түсінбейді. Ол сөз бар еді, қандай сөз? Сақтансаң, Құдай сақтайды деген. Осы тақуалық деген сөзден шыққанда. Тақуалық деген қазақтар бірақ бұны қалай деп ойлайды? Тек қана дүниенің тіршілігінде ғана сияқты. Сақтансаң, Құдай сақтайды дейді енді. Дұрыс мағына қолданады, бірақ оны ақыретке алып бармайды да. Сақтансаң, егер Құдайдың азабынан намазбенен, оразаменен, өзіңнің шын иманыңменен, ықыласыңменен, зекетіңменен, садақаңменен сақтансаң, Құдай тағала сені сақтайды, тозақтан қорғап алып қалады деген мағынаны бұл қамтиды. Бұл сөз сахабалар да айтады. Хазіреті Омар өлетін кезінде баласына өсиет жазып жатыр. Қазір қараңыздар, біз не өсиет айтуымыз мүмкін? Балаларымызға не өсиет айтуымыз мүмкін? Біздің өсиетіміз сол жеген кезде 24 сағаттан кейін ішімізден түсіп қалады. Наннан басқа ештеңе ар жағы өтпейді. Бейт балам, анандай жүр. Қазір заманда шындықпен өмір сүру қиын. Өйтіп жалпақта, біреуге айтып бірдеңе беріп жүрсең де әйтеуір не қыл, жұмыссыз қалып кетпе. Қазір деген бұрын орыс тілі еді, қазір ағылшын тілін үйрен, әйтпесе көштен қалып кетесің, үйтесің. Дүниенің тіршілігімен әйтеуір шектеліп қаламыз. Ал Хазіреті Омар өлер алдында баласына құр сөз айтпапты, жазып қалдырып кеткен екен. Катаба васиятан ли ибнихи дейді Абдулла. Омар өзінің Абдулла деген баласына өсиет жазды дейді. Көп нәрсе жазбаған. Сондағы айтқан сөзі усика битақуаллах. Ей балам мен сені Құдайдан қорқуды өсиет етемін дейді. Осыны өсиет қылған екен. Құдайдан қорқуды өсиет етемін. Фа иннаху ман иттақаху вақаху. Өйткені кім сақтанса, Құдай соны сақтайды деп тұр. Қараңыз. Қазақ қаяқтан алған бұл сөзді. Хазіреті Омар баласына жазып кетіп отыр. Өйткені фа иннаху ман иттақаху вақаху. Кім сақтанса сақтайды. Мүмкін біз айтарымыз, қорықсаң, Құдай қорғайды. Олай да мағынасы дұрыс болады. Енді бұл жерде қорқу, күнәдан қорқу. Тақуалықты ғалымдар және бір мағына түсіндірмесі береді. Тақуалық дегеніміз, яғни қорған деді, Аллахтың азабынан, оның бұйырған бұйрықтарын атқару арқылы, тиымдарынан тиылу арқылы өзіңе қорған құрып қорғануың дейді. Яғни дозақтан Аллахтың бұйрығы менен бұйрығын орындап, әмірін атқарып, тиымнан тиылу арқылы қорғану. Егер кімде-кім Аллахтың істе деген нәрсесін істемесе, намаз оқы десе оқымаса, ораза тұтса тұтпаса, зинақорлық жаңағы қылма десе қылса, істе деген істемесе, істеме деген нәрсесін істесе, онда бұл қорған істеп жатқан жоқ, бұл тақуалық қылып жатқан жоқ. Ондай адамға Құран басшылық болмайды, ондай адам тозақтан қорғана алмайды. Өйткені ол қорғансыз кетіп баратыр ақыретке. Өйткені ол сақтық істеген жоқ. Ол өзін тозаққа әкетіп баратын адам болады екен. Сол үшін бұл Құран Құдайдан қорыққандарға тура жол көрсетуші дейді. Сондықтан Құдайдан қорықпаған адам Құранның ішінде көп деген сөзінен бейғам күйде өтіп кетуі мүмкін. Сен ол Құранды Аллахтың сөзі деп қойныңа құшақтап алып жүргенмен, қолтығыңа қысып, оның ішіндегі сөздің мағынасын түсінбесең, сол құшақтаған күні сен тозаққа кетуі мүмкін. Айтады, руббаталин лил Құран вал Құрану ял'ануху деп келеді. Кейбір Құран оқушылар бар, Құран оны лағнеттеумен болады дейді. Және қияметтің күні болады дейді, бір Құран дейді, өзінің егелерін тозаққа лақтырады дейді. Тозаққа лақтырады дейді. Сонда кейбіреуіміздің Құранымыз бізді тозаққа лақтыратын болып кетпеу керек. Егер біз Құранды тек қана табыс көзіне айналдырсақ, автобусқа мініп алып біреулер қазір Құран оқып ақша сұрайды ғой. Сол сияқты табыс көзіне, яки болмаса өлікке жаңағы шығарылатын бір рәсімге ғана шектеулі нәрсемен шектейтін болсақ, онда бұл Құраннан, сауаптан гөрі көбінесе зиян тауып алуымыз мүмкін. Енді тақуа дедік. Худан лил муттақин, Құдайдан қорыққандарға. Қорқу деген шынымен Құранда өте көп жерде келеді. Құранда 250 аятта осы Құдайдан қорқу айтылады екен. Субханалла, қандай өте көп айтылады. Құранда Аллах айтады: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Ей Құдайға иман келтірген пенделер, Құдайдан шынайы дәрежеде қорқыңдар, және мұсылман болмайынша өлмеңдер дейді.
Өйткені бәрі ерте ме кеш пе өлесің. Бір өлеміз, ол ақиқат. Бірақ өлу қорқынышты емес. Осымен авариядан өлмейінше, судан өлмейінше, оттан өлмейінше, уланып өлмейінше, ит талап өлмейінше, суға батып өлмейінше, өртеніп өлмейінше деп айтамыз. Бірақ бәрі өлесің. Аман есен шал болып өлейінше, төсекте жатып 99-ға келіп, сөйтіп қиналмай үф деп өле салайыншы, қиналмай өлу мүмкін емес. Пайғамбар қиналған өлетін кез. Сен мұсылман болсаң мұсылманша өлесің, кәпір болсаң кәпірше өлесің. Және ол мәселені шешпейді сенің неден өлген. Төсекте өлгенің болмаса жолдың үстінде апаттан шек қарның ақтарып өлген мәселені шешпейді. Мәселені шешеді сен кім болып өлгенің. Сол үшін Аллах осы тақуалыққа беріп, және мұсылман болмайынша өліп кетіп жүрмеңдер дейді. Ал өлімнің қашан екенін бір ғана Аллах тағала біледі. Енді және де осы Құранда көп жерде келеді, Құдайдан қорқу, әмірлерін атқарып сақтық жасау арқылы жәннатқа ұмтылып дозақтан сақтану, Құдайдың бұйрығын істей отырып, Аллахтың ашуынан, азабынан сақтану, бұл Құдайдың алдында құрметті деді. Өйткені Аллах айтты: "Инна акрама индаллахи атқакум", сендердің ең құрметтілерің Құдайдан қорыққандарың деп айтып кеткен. Аллах тағала Құран тақуаларға жол көрсетуші деп айтып келіп, енді тақуалардың кім екенін келесі аяттарда бізге жаңағы сипаттай бастайды. Алладина юъминуна бил ғайб. Бірінші, ол Құдайдан қорыққан пенделер ғайыпқа иман келтіреді дейді. Бірінші сипат. Тақуаның сипаттары болады екен. Осы Бақара сүресі сол тақуалар сипаттайды. Бірінші сипаты олар ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып, қазақта бұл сөз бар, е? Ғайып деген сөз. Бұл араптан келген сөз. Яғни көзге көрінбейтін нәрсеге иман келтіреді. Мұсылмандар қандай нәрсеге? Олар періштелерге иман келтіреді. Қасында екі періште бар. Ма ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид. Сенің аузынан қандай бір лебіз, қандай бір сөз шықпасын, оны жылдам жазып қоюшы періштелер бар деген сөзге сенеді. Сондан әрбір сөйлеп жатқан сөзім жазылып жатыр, міндетті түрде деп есептейді. Оны ғайып, көзіне көрінбейді ол періштені жазып жатқан, бірақ сенеді ол. Екінші, ол мұсылман адам ертең қабірде азап болатынына сенеді. Қабірдегі періштелердің сұрақ қоятынына сенеді. Өлгеннен кейін қайтып тірілетін күнге сенеді. Олар жаңағы жәннатқа сенеді, дозаққа сенеді, күнәһарлар дозаққа, жақсылар жәннатқа кіретініне сенеді. Ертең амал дәптер тапсырылатынына сенеді. Жақсылардың амал дәптері оң қолдан, күнәһардікі сол қолдан берілетініне сенеді. Ертең амалдар таразыға түсетініне сенеді. Бұның бәрін көрген жоқ, бірақ сенеді. Неге? Өйткені осы әлемді құдіретімен жатқан Раббысының сөзіне сенеді. Өйткені мұсылман адам еш уақытта Құдайды өтірікші деп айтпайды. Ол Раббысымен иманда өте таза, өте пәк, сол пәктігі сол Аллахтың айтқан хабарын ешбір күдіксіз қабылдайды. Аллах тағала дозақтан қорқыңдар, күнәһар дозаққа түседі деді ма, бітті, ол дозақтан қорқуның әрекетін жасайды. Өйткені Аллах тағала өтірікті айтушы емес. Олар осы ғайыптарға сенеді, өйткені Аллахтың өзінің жіберген сүйікті пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өзі осы нәрселерді хабарлаған. Пайғамбар өзі көзінің тірі кезінде пайғамбарлық келместен бұрын өтірік айтпаған кісі да. Пайғамбарлық келместен бұрын өтірік айтпаған кісі болатын. Осы жерде олардың бірінші сипаты юъминуна бил ғайб, олар ғайыпқа сенеді. Ақырет күніне сенеді. Ақырет күні де ғайып, сол ақырет күні көп деген нәрселерді өз бойына қамтиды екен. Енді екінші сипат. Біріншісі ғайыпқа сенеді де, екіншісі уюқимунас-салата, және олар намаз оқиды дейді. Субханалла, ғайыптан кейін Аллах тағала намаздың маңыздылығын көрсетіп отыр. Және Аллах айтқан жоқ, юсаллунас-сала, яфалунас-сала, яғни бұл бізде намаз оқиды деп қоямыз. Ал юқимунас-сала деген намазы шын дәрежесінде тұрғызып оқиды. Шынайы намаздың уақытысына ықтиятты болады. Намаздағы дәретке ықтиятты болады. Намаздағы ықыласқа не ықтиятты болады. Намазға кәдімгідей құлшынады. Намаз олардың рахаты, намаз олардың өмірінің бөлшегі. Ол бір күні аш қалып кеткені үшін өкінбейді, бірақ бір күні намаз уақытысынан кеш оқылған үшін қатты өкініште болады. Ол бір күні бір нәрсені өзіне келмей қалған табыстан ажырап қалған үшін қайғырмауы мүмкін, бірақ мұсылман адам бір күні уақытысынан кешігіп қалған ықылассыз оқылған намаз үшін кәдімгідей уайым шегеді. Олар намазы шын күйінде оқиды. Құрандағы аятқа сәйкес хафизу алас-салавати вас-салатил уста, намаздарыңа және орта намаздарыңа бекем болыңдар деген сияқты. Бұл екінші нәрсе екен, намазға бекем болу.
Біз көп намаз жайында айтып өткенбіз. Шынымен де намаз бұл құлшылықтың ішіндегі бір абзалы. Ертең қияметте де бірінші сұралатын нәрсе осы, есебінде осы намаз болады екен. Намазы дұрыс болса қалған кемшілігіне Алла кешіріммен қалайтындығы айтылған. Және де пайғамбарымыздың соңғы өмірде қайтатындағы өсиетінің өзі ас-сала, намаз деп кеткен болатын. Тақуалардың бірінші сипаты ғайыпқа сенеді, екіншісі намаз оқиды екен. Және айтады: "Ва мимма разақнахум юнфиқун". Және біздің берген рызқыларымыздан дейді, нафақа шығарады дейді. Ол зекет, ол садақалар. Бұл нафақа деп отқаны парыз садақа ішіндегі, және нәпіл садақа бүкілін қамтиды. Осы біздің берген рызқымыздан нафақа шығарады дейді. Аят айттық, Аллахтан келген. Бұлда сонда бір дәлдік бар. Ойланған, афала ятадаббарунал Құр'ан. Құран жайында ойланбай ма дейді. Ойланған сайын сен шыменде Құранға тоймайсың, сені ойға қалдырады. Осы аятқа қарайықшы. Тақуаның сипаты бірінші ғайыпқа сенеді деді, екінші намаз оқиды деді, үшінші нафақа береді деді. Біріншісі ақидасын айтып отыр да. Мұсылман ақидасы мықты дейді. Екінші ақидасына қарай амалы күшті дейді. Намаз амалдардың ішіндегі төресі. Намазың дұрыс болса, қалғанның бәрі дұрыс болады. Өйткені айтқан: "Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар". Намаз үлкен кішік күнәдан тосады дейді. Намазда сондай бір қасиет бар. Намаз үлкен кішік күнәдан тосады. Егер адам намаз оқығаннан кейін, намаз оқып бітеді ғой. Намаз оққаннан кейін телевизордан жаман нәрсені қарай алмай, қорқып, жаман суреттерді аша алмай, үйінде бір жалаңаш сурет көрсе, тез қолын мыш отқа жағып жіберіп, сондай күйге түссе, оның намазы қабыл болды деген белгі бар да. Намаздан кейін өсек айта алмай, намаздан кейін адам жамандай алмай, намаздан кейін жұмған аузын сөйлегісі келмей, намаздан кейін зікір тасбих тартып, сондай болып кететін болса, оның намазының бір қабыл болуының белгі бар да. Ал намазды апыл-ғұпыл оқи сала шарт деп телевизорға креслоға шалқасын түсіп телевизорды көріп, программасын қанша жерін көрмей қалып, не болды деп сұрап отыратын болса, Алла біледі оның намаз. Не болғанын бір ғана Алла біледі екен. Өйткені намаздың бір қасиеті, шынайы оқылған намаздың қасиеті, адамды үлкен күнәдан да, кішік күнәдан да тосып қояды. Сондықтан намаз бірінші юъминуна бил ғайб деп ақидасын айтып кетсе, мұсылманның, тақуалардың, екінші юқимунас-сала намазын айтып кеткен болса, амалдарын, үшінші ва мимма разақнахум юнфиқун, және біздің берген рызқыларымыздан нафақа береді деді. Енді үшіншісі, біріншісі өзіне пайдалы, екіншісі және өзіне пайдалы, үшіншісі тек өзіне емес, өзгеге де пайдалы амалда. Мұсылман адам тек жеке басын ойламайды дейді. Бұдан шығып отқан мағына. Мұсылман қарамағындағында ойлайды. Мұсылман көршісі аш отырса, аузынан тамақ өтпейді. Мұсылман сауап тапқысы келеді. Намаз сенің жеке басың үшін. Сен намаз оқисың. Бітті, сен үшін біреу намаз оқып бере алмайды. Ал садақа, зекет деген біреудің қажетін ашасында. Осы садақаның ішіне тек қана зекет кіріп кетпейді. Бұның ішіне сен әйелің үшін жұмсаған ақша да кіреді. Бұның ішіне балаң үшін жұмсаған ақша да кіреді. Субханалла, Аллах Тағала сауаптың үстіне сауап жазып қойған, ықыласың дұрыс болса болды. Ниетің дұрыс болса. Сен үйіңе алып келдің, әйеліңе бір тамақ істесін деп продукт алып келдіңіз, и саған сауап жазылып жатыр. Бала шағаңа киім алып бердің, саған сауап жазылып жатыр. Бәрі сауаптан тұрады. Мұсылманның ажабан ли амрил муъмин, Құдайға иман келтірген ісінің бәрі таңғалыш дейді. Өйткені оның бүкіл ісі оған жақсылық дейді. Бүкіл ісі ол үшін қайырлы, жақсылығы да, жамандығы да оған сауап пен жаңағы шүкірлігі де оған сауап болып келеді екен. Енді үшіншісін айтып отыр, біздің бергенімізден дейді. Субханалла, екінші қараңыз. Бірінші өзгеге пайда береді мұсылман, жеке бас ойламай. Екінші мимма разақнахум, өздеріндегі малдарынан садақа береді деп айтпайды Аллах Тағала. Субханалла, айтады. Біздің берген дүниемізден садақа қылады дейді. Және де Аллах Тағала ол мұсылманның өзіндегі бүкіл нығмет Аллахтан екендігін сезінетін пенде екенін айтады. Мұсылман емес адам бәрін өзі қатырғандай болады да. Мен ғой, ой, мен. Мұсылман Құдай берді дейді. Мұсылман өзім таптым дейді. Жаңағы Қарун сияқты оған тақуалыққа шақырғанда ахсин кама ахсана илайк дегенде, Құдай саған қалай жақсылық қылса, сен де солай жақсылық қыл деп айтқан кезде, жоқ, бұның бәрі мен өзімнің білімменен таптым, өзім таза еңбегім, burada Құдайдың үлесі жоқ деген сөз айтқанда. Иманы әлсіз адам өзіндегі бүкіл нығметтен өзі тапқандай болады да, оны Құдайдан келгенін ойламайды, өзімнің еңбегім, сонда мен Құдайға беруге тиіс емеспін деген ойға келеді. Ал мұсылман адам
өзіндегі бүкіл нәрсе Құдайдан екенін сезінеді. Ол дастархан басында отырып бір жұтым су ішердің алдында бисмиллах деп сол Раббысын есіне алып қояды да. Алла дейді. Бір жұтым су үшін. Өйткені оны берген Аллах Тағала. Сондан Аллах Тағала «Ва мимма разақнахум юнфиқун» біздің бергенімізден дейді. Яғни ол тақуа құлдары өзіндегі бүкіл нығмет өзіне екен сезінетін құл екенін айтады. Осы жерде Дауд алейхиссалам айтады: Алла, мен саған қалай шүкірлік қылдым деп айтайын. Егер менің сен үшін жасаған құлшылығымның бәрі сенің берген денсаулығыңмен болса дейді. Мен саған қалай шүкірлік қылдым деп айтайын, егер менің берген садақаның бәрі сен берген дүниемен болса дейді. Ештеңе істеп жатқан жоқпын дейді. Сен маған жақсылық беріп жатсың дейді. Нығметтің үстіне нығмет, Құдайдың қандай кеңдігі. Аллах өзі беріп, өзі сауап бергізіп қойды. Сөйтіп те сол садақамен бізге сауап кіргізген дейді. Енді және қараңыз, бір сөзін әлі шығармын. «Ва мимма» арабтың тілінде біздің рызық бергендерімізді Аллах жолына, менің бергенімді Аллах жолына қайтып береді деп жатқан жоқ Аллах Тағала. Менің берген нәрсемнің ішінен қандай да бір жерін береді дейді. Бұл айтқанда 40 қойдан бір қой деген сияқты. 40 қойды беріп тұрған Құдай, сенен бірақ қойды кедейлерге бер деп тұрды, бұл басқа ештеңе айтқан жоқ. Мен саған 40 қойды бергенмін, қайтадан бер. Қазір біз бір қарыз берейікші. 100 теңге берсек, 100 теңге қайтарып бер деймін. 99-да 1 теңгесі қайда дейміз. Аллах Тағала бүкіл нығметті береді да, соның ішінен бір кішкентай бөлшегін ғана Аллахтың жолына таратады, және оны өзі алмайды. Кедей өзің сияқты мұсылманға бер. Сонымен сен оны байланысыңды түзейсің, қарым-қатынасыңды түзейсің, еще сауап табасың ақыретте. Бұл нәрсе үшін, садақа үшін адам сауап табады. Тіпті садақаменен адам баласы тозақтан құтылып кетеді. Біз айттық, осы сен мал дүниеңді Құдайдан қорқып бала шағыңа жұмсасаң да сауап тауып кетесің. Хадис бар. Бір әйел кісі кішкене сәл аш болады, тамақ табылмай қалады. Екі кішкентай қызын ертіп алып келе жатса, 3 құрма тауып алады. Екі кішкентай қызы бар, 3 құрманы тауып алады да, шешесі қуанып, бір құрманы бір қызына, екінші құрманы екі қызына, үшінші құрманы өзі алып жейінде бастайды. Екі қыз аш, кішкентай қыз ғой. Құрманы тапқан, бас салып аузына тығып жіберіп, шайнап, жұт жібереді. Шешесі жаңағы өзінде құрманы сүртіп, аузына салам дегенше екеуі жеп қойып, шешесінің аузына қарап отыр дейді. Шешесі екі қызы қарап қалғаннан кейін, олардың ұялып құрманы аузына салайын ба, салмайын ба деп ыңғайсызданып қалады. Сөйтті аузындағы құрманы қайтадан кері шығарып, оны екіге бөліп, екі қызына бөліп жегізеді. Пайғамбарымыз айтқан екен осы әйелге: «Уалахал жанна», осы әйелге жәннат болды деген екен дейді. Субханалла, қараңыз. Құдай өзі дүние берді. Сен оны өзіңнің ең жақын бала шағаңа бөліп бердің, және жәннатқа кіріп алдың да. Не істеп жатқанын білмейміз біз. Бәрі Аллахтан беріліп жатыр. Егер айтады, адам баласы Құдайдың өзіне берген нығметін ойласайды, жалпы Құдайдың берген нығметін ойлау бұл қажет бізге, парыз. «Вазкуру ниъматаллахи алейкум», сендерге берген Құдайдың нығметін айтыңдар, ойлаңдар деген бізге аят бар. Пайғамбар айтады: «Ва амма би ниъмати роббика фахаддис», енді Аллахтың берген нығметін айт дейді де елге. Айт дейді. Аллахның берген нығметі, бала шағасы сенің өзіңе ұқсайтын. Оның тілі еңбектегені, оның бір уақытта сәл сен бетіне қарап кімдігінен қытықтаған кезде сенің бетіңе қарап балаң жымиып қалған өзі үлкен нығметті. Сол балаң өскеннен кейін әкесі шешесін тануы, сол балаңның тілі шығып сайған әке, ана деп сөз айтуы, бұның өзі нығметті. Нығметті ойласаң, «Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха», Құдайдың берген нығметін ойласаң, санына жете алмайсың дейді. Сол үшін Аллах та бізге ойлауды бұйырады, парыз қылып қойған. Құдайдың берген. Неге? Құдайды жақсы көруге алып келеді екен осы. Құдайдың өзіңе берген ойласаң, жақсылық, оны жақсы көруге алып келеді. Бір адам саған жақсылық істейді. Сен соны есіңе түскен сайын, сен оны жақсы көре бастайсың да. Маған көмектесіп еді қиналған кезде сол жігіт, ой, Алла разы болсын деп жақсы көре бастайсың. Бір есіңе түскен. Ал Құдай саған әрбір сәтте, әрбір секундта жақсылық істеп жатыр. Әрбір секундта. Небір адамдар бар, өмір сүріп жатыр. Құдай оған беріп жатыр, Құдайға ештеңе бергісі келмейді. Ертең, намаз оқымайсың ба, пенсияға дейін күте тұрсын Құдай. Ертең бір ай тағы да Құдайға шарт қояды, бір айдан кейін көрейін енді, ойланып көрейін енді. Енді оразадан бастайын. Құдай күте тұрсын бір айға дейін. Тіпті Құдайға бір ай емес, бір апта емес, бір сағат деп айтудың өзі ұятты. Құдай да саған
Жарайды, сен 1 сағат күте тұр, мен саған дем бермей тұрайын десе не болады? Сол жерде бұрау болып қаламыз да. 1 сағат дем бермей тұрайын десе. Беріп жатыр да Құдай Тағала. Әрбір секундта бізге дем беріп жатыр да. Ал сол беріп жатқан Құдайға бергіміз келмейді. Сондай бір сараңбыз, сондай бір наданбыз. Енді осы аятта وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, олар біздің берген рызқымыздан нафақа қылады дейді, береді дейді. Құдайдың өзін бергеннен береді. Және бәрін бере салмайды. Оның келі бір бөлшегін береді. Ал енді біз сол Аллах жолында береміз, айттық, содан қанша сауап табамыз, كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ дейді. Субханаллах. Құдай өзі берді бізге соны, дүниені. Енді сен сол дүниені Аллахтың жолында берсең дейді, садақа қылып па, зекет қылып па, бұл негізі Аллахпен болған сауда. Бір кісі айтқандай, бір мәселелері бар, адамдар істесе бәрі байып кететін еді дейді. Аллах жолында садақа беріп тұрды, жиілетсе, және соны шын ықыласпен беруді әдетке айналдырса, Аллах оған дүниені еселеп отырады дейді. Өйткені аят бар. Камасали хамбатин амбатат саб'a санабила фи кулли сумрамияту хамба. Дейді, сен бір Аллах жолында берген садақаң дейді, бір түйір дәнекке ұқсайды дейді. Сен ол дәнекті жерге тастасаң, амбатат саб'a санабила 7 сүмбіл өсіп шығады. Осы сүмбіл негізі арабтың сөзі. Арабтың сөзі 7 жаңағы бидайдың несі, сабағы шығады дейді. 7 сүмбіл өсіп шығады. Фи кулли сумбулатин миату хамба, әрбір сүмбілде 100 дәнектен болады дейді. Сонда сенің бір дәнегің қанша болды? 700 болып кетті да. Адамның ықыласына қарай, сенің садақадан жасаған ниетіңе қарай сол еселеніп қайтып келіп отырады. Ең минимальный еселені 10 есе. 10 есе. Кейбір қиссаларды келтіреді. Ілгергілер датуға сондай өзі қажылыққа барған адамдар қызық болады екен. Мен бір кісі осы қиссаға айтайын деген, бір бизнесмен адам қажылыққа барған екен. Сол өзі қажылықтағы әсерін айтып отыр да. Қажылыққа бардым, сол кезде бір студенттер кездесті, айтты, мына Меккеде оқыған намаз 100 мың намазға татиды, Мединеде оқыған адам 1000 намазға татиды деді. Сосын есептедім, 100 мың дегеніміз осынша жыл, осындай есептеп, мұнай қылдым, ол пәленше жылға татиды екен, мынандай екен. Енді бизнесмен ғой, әбден есептеп үйреніп қалған да. Бәрін есептеп жатыр. Енді бір әншілер, музыканттар барған екен, ана азаншының дауысын ая деп айтады да. Әркім өзінің деңгейінде де, өз деңгейінде өледі. Бизнесмен ақша санап, сауап санап жүр. Кәдімгідей. Әншілер дауыстарына Құранның, ана имамның дауысына сүйегіңді сырқыратады деп, олар өзінше бір есептер жүргізіп жатады екен. Сол сияқты бұл айтып отыр, бір дәнектен 700 өседі. Ең кемі 10 еседі. Тіпті сондай қиссалар бар. Бір кісі дейді, бір алма алып жорға дегенде әйел жерік болған екен дейді. Соны жорға дегенде бір алма тауып алып келе жатса, жолдан бір қайшы кездесіп қалып, аш бұралған, не істерін білмейді, ананың көзі алмаға түсіп, соны бұл жаны ашып апарайын десе, әйелін апару керек, апармайын десе, мына қайшы тұр, сонымен не істерін білмей тұрады да. Сол жерде ниетін түзелеп, Аллах бір берер енді. Бір күн аш қылып, бір күн шыдай тұрайық, ертең алма табылар енді. Бүгін үлгермесем, ертең табам дейді. Сол Аллахтың разылығы үшін пәленбай күн тамақ таба алмай қалған жаңағы кедейге сол алмасын қиып тастап кетеді да. Сөйтті, Аллах сенің сауабыңды өтем, ақыретте, дүниеде деп. Үйіне кетеді, үйінде отырса, есігін біреу қағады дейді кешке. Сіз не болды десе, пәленше сізге сыйлық беріп жіберді, қандай алмалар беріп жіберді дейді. Алма алып келіп, сосын алманы беріп алса, бұл жаңа алманы санап жатыр дейді, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп санапты да. Біреусі жоқ қой деп айтады дейді ана. Соны алып келген сасқапты, қалай біреусі жоқ алманы. Кешіресіз, мен жаңа қызықтым да біреусін қалтама салып алдым деп айтады дейді. Сіз қайдан біліп қойдыңыз деп айтты. Мен білген жоқпын, Аллах Тағала ең минимальный сауап 10 есе деп айтқан деп айтты. Сол менің ықыласым хотя бы минимальныйға жеткен шығар деп ойладым деп айтты дейді. Енді Аллахтың разылығы үшін бір алма берген едім. Ең крайний случай, ең последний, енді 10 алма қайту керек деп отыр, 9 оқам. Сонымен қарап есептедім деген екен дейді. Сондықтан Аллах Тағала өзі береді. Жаңа жәннатқа, әйелге жәннат кіргізіп қойған сияқты, екі баласына, қызына құрманы бөліп беріп отыр, жәннатқа кіріп отыр. Сондықтан бұл Аллахтың кеңдігі, мейірімдігі. Сол үшін айтады ғой, Аллахтың дейді, өзіңе берген нығметін ойласаң дейді. Одан кейін сен Аллах үшін істеп жатқан құлшылығыңды ойласаң дейді, екеуінше. Онда Құдайға құлшылық істедім деп айтуға ұялатын едің дейді. Мен бірдеңе істедім Құдайға. Мен намаз оқыдым, мен сәждеде тұрдым деп айтуға аузың бармас еді дейді. Ұялатын ең дейді. Шынымен де Аллахтың бізге бергені өте көп. Біз Аллахтың нығметінің,
мейірімнің арқасында жүрміз. Сол үшін әрқашанда жиі қайталаймыз. Фатихада күніге айтамыз: Ар-Рахман, Ар-Рахим, мейірімді, рахымды деп айтамыз. Аллах сондай кең беріп жатыр. Шынымен де Аллахқа сондай шүкірліктер қылу керек. Шынымен де оның нығметіне риза болуымыз керек екен. Бұл енді Аллах Тағала жоғарыда айтып кетті. Ол тақуа құлдар ғайыпқа иман келтіреді екен. Олар намаздарынан бекем болады екен. Ол Аллахтың берген рызқысынан напақасын шығарып тұрады екен. Және айтады: "Уаллазина юминуна бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблик". Олар саған түскен Құранға иман келтіреді және сенен ілгергі түскен кітаптарға да иман келтіреді. Бұл мұсылманшылықтың және діннің ақиқат екенін көрсетеді. Саған түскен кітап деп пайғамбарға айтып жатыр, Құранға иман келтіреді. Яғни мұсылмандар Құранға көп көңіл бөлетіндігі. Бір осы сүренің ішінде, осы бір аз аяттың ішінде Құран 2 рет айтылып кетті да. Бұл Аллахтан келді, бұда ешқандай күдік жоқ, және осы нәрсеге мұсылмандар, тақуалар соның ішінде иман келтіреді дейді. Иманның ар жағында Құранды оқу, иманның ар жағында сол әр әрпіне 10 сауап жататындығы, иманның ар жағында бұл Құран оны дүние мәселесін шешетіндігі жатыр. Иманның ар жағында осы Құран арқылы дозақтан құтылуға болатындығы жатыр. Иманның ар жағында осы Құран арқылы жәннатқа кіруге болатындығы жатыр. Иманның ар жағында осы Құран арқылы Құдайға жақындау болады деген нанымдар жатады екен. Яғни олар саған түскен кітапқа иман келтіреді және ілгерге түскен кітаптарға иман келтіреді деп мұсылманның кітаппенен, Аллахтың жіберген түсірген кітабыменен жіберген пайғамбар алаламайтындығын айтып жатыр. Ал басқа қауымда олардың діннің қателігінің өзі сол. Яһудилер пайғамбарларды алалайды, христиандар да пайғамбарды аламайды. Мысалға, яһудилер Иса пайғамбарды валаду зина дейді, зинадан туған бала дейді. Сондай жаман сөз айтады. Христиандар Лут пайғамбар өзінің қызыменен төсекке жатып тұрған дейді, зинақорлық істеген дейді. Алла сақтасын. Сондай жаман сөздер айтады. Мұсылманшылықта ғана пайғамбарларға жақсы сөз айтады, және оларды алаламайды екен. Сол сияқты біз кітаптарға иман келтіреміз. Таурат деген сияқты, Инжил, Забур деген кітаптар Аллахтан түскеніне біз иман келтіреміз. Ва бил ахирати хум юқинун дейді. Және олар ақыретке айқын сенеді дейді. Юқин, айқын сенеді. Ал жоғарыдағы аят жеткілікті еді. Юқминуна бил ғайб. Ол тақуалар ғайыпқа сенеді дегенде ақырет соның ішіне кіріп кеткен. Бірақ мына жерде ақыретті және алып жатыр да. Енді ойлап қараңыздаршы. Күмән жоқ та ақыреттіндігіне олар сенетіне. Бірақ біздің қазір деңгейде өмір сүріп жатқан мұсылмандардың ақыретке деген иманы менен ілгергі өткен мұсылмандардың ақыретке деген иман дәрежесін салыстырып көрейікші. Хазірет Омарды еске алып көріңіздер. Халифа болды. Кеңсесінде отыр. Бірақ оған бір адам шаруасымен келді. Кешкі уақыт шам жағып қойған еді. Сонда Омар сұрады: "Қандай шаруамен келді? Халифалыққа қатысты бір шаруа ма?" деп. "Жоқ, халифалыққа қатысы жоқ шаруа. Менің жеке сіздің мен екеумізге қатысты шаруа" деді. Сонда Хазірет Омар: "Қазір күте тұр" деді, екінші шамды алып келді. Сөйтіп ана шамды өшіріп, екінші шамды жақты. Екеуі бірдей шам. Екеуінің жарығы да бірдей. Бірінің артықшылығы жоқ. Екеуі бір заттан жасалған. Ана кісі түсінбеді де сұрады: "Неге сіз шам ауыстырдыңыз? Бәрі ешқандай айырмашылық жоқ қой" деді. "Мынадан қатты жанбайды ғой" деді. Сонда айтты: "Сен халифалықтың ісімен келген кезде мен бұл өкіметтің шамын жағатын едім. Ал енді сен мен тірлігімен келген кезде өкіметтің мен шамын жағып ысырап етуден Құдайдан қорқамын" деді. Ақыреттің күнінде бұлар қалай иман келтірді? Олар Құрандағы "Фамай я'мал мисқала зарратин хайран яра ва май я'мал мисқала зарратин шарран яра" деген аятты жүректерінен өткізіп, оның ешбір ар жағында күдіксіз сеніп жатыр да. Ертең қияметтің күні болғанда екі сөзде қазақтар мысқалдай, зәредей нәрсені көздеріне көрсетеді дегенде Құдай Тағала. Мысқалдай, жақсы болсын, жаман болсын. Бұлар осы аятқа иман келтірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады хадисінде. Құрандағы ең қорқынышты аят осы аят дейді. Ең қорқынышты аят. Біз түйедей нәрсеге не болады дейміз? Ал егер мысқалдай нәрсе жағдайымыз не болады да? Мысқалдай, шаңның тозаңдай нәрсе үшін сен қараптан қарап тұрып біреу туралы жаман пікір айтқаныңның өзі. Қараптан қарап тұрып біреудің үйінен бір рұқсатсыз бір затты алып кеткеніңнің өзі. Қараптан қарап бір затқа қиянат қылған, аманатқа қиянат қылған, осынша қанша кемшіліктеріңіз бар. Соны қорыққан Хазіреті Омар осы аятты жатқа білетін, ол аятты бізде жатқа білетін ек. Бірақ олар айқын сенеді ақыретке. Ертең есеп болады. Шаңның тозаңдай нәрсе дегеннен есеп болғандан ол шамды ауыстырды. Шам не жанады дейсің сонда бір-екі адам сөзінен? Не кетеді дейсің? Ол не тұрады дейсің? Осы қанша ақша тұрады дейсің? Бірақ ол ертең қияметте осы нәрсеге есеп болады деп айқын сенгендіктері болатын еді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір күні түнде ұйықтай алмады. Күрсіне береді, дөңбекшиді,
күрсіне береді, дөңбекшиді, ары аунайды, бері аунайды. Анамыз одан сұрады, Айша анамыз, Аллах нерсен, сізге не болды? Мазаңыз қашты ғой деді. Сонда пайғамбарымыз айтқан сөзі, мен есік алдынан бір құрманы тауып алдым. Сөйттім де ол құрманы алып, жаңағы жабысқан шаңды кетірдім де жедім. Енді сол құрма есіме түсіп жатыр. Сол құрма менің садақаға таратып жіберген құрмаларым түсіп қалған құрмам еді. Мен біреуге садақа ретінде берген біреудің бір құрмасын жеп қойдым ба деп қорқып жатырмын дейді. Субханалла, бір құрма есіне түскеннен түн бойғы ұйқысынан ажырап кетті да. Қазір түйені түгімен жұтып жібереді де аяғын керіп тұрып пырылдап ұйықтайды адамдар. Ешбір қорқыныш жоқ. Ал пайғамбар бір құрма үшін бір түнгі ұйқысынан ажырап қалды. Ұйықтай алмай шықты. Кешірім сұрап шықты. Барынша одан Раббысына жалынды. Сол үшін пайғамбарымыздың сахабалар айтқандай, бізде екі бір үміт бар еді, екі бір құтылу бар еді. Біреусі кетті, екіншісі қалды дейді. Бір құтылуымыз пайғамбар еді, ол кетті, екінші құтылуымыз енді біз Құдайдан кешірім сұрауымыз дейді. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінің бірінде «Валлахи Аллахқа ант етейін, инни ла астағфируллаха фил яуми, ва атубу илайхи аксара мин 70 марра» деген сөзін айтты. Аллахқа ант етейін, мен күніне 70-тен аса мәрте кешірім сұрайын, 70-тен аса мәрте тәубе қыламын деді. Күнәсі жоқ пайғамбар осыны істеген болса, күнәсі болған біз не істеуіміз керек? Қанша іске тәубе істеуіміз керек? Қанша істен кешірім сұрауымыз керек? Бізге әрбір сәтте кешірім сұрауымыз керек. Бізге көп кешірім сұрауымыз керек. Пайғамбарымыз күнде 100 рет кешірім сұраса, біз 7 рет те сұрамай күн батырып жатамыз. Ертеңшімен мысқалдай нәрсе үшін есеп беретін қияметтің күніне жиналған кезде хәліміз қандай мүшкіл болып кетуі мүмкін. Сол үшін ол бір мұсылман адам дегеніміз тақуаның бір және бір белгісі, кішкентай сауап болса да құр қалдырмайды, кішкентай күнә болса да бойын алыс ұстайды. Тақуаның бір белгісі. Сахабалар айтатын, кейінгі өздерінен, ал бізді көрсе не деп айтатын енді Алла біледі, өздерінен кейін келіп жатқан табиғиндарды көргенде айтқан екен, сендер бір күнәлі істі істейсіңдер, біздің кезімізде ол істі істеген кезде тура үстімізден тау құлайтындай қорқушы едік, ал сендер мұрындарына шыбын қонған құрлы көрмейсіңдер деп айтатын еді. Ал біздің егер күнәмізді көрсе, бұлар мүлдем жәннатты үміт етпейтін пенделер шығар деп қалатын шығар. Бұлар мүлдем дозақтан қорықпайтын қандай адамдар деп айтатын еді. Хазірет Омар дозақтан қорыққан соншалықты «Инна азаба роббика лавақи ма лаху мин дафи» деген аятты оқылған естіген кезде, расында Раббының азабы сөзсіз болады, оны тоқтататын ешбір нәрсе жоқ деген аятты естіген кезде жылады, сол жылауы оны ауруға алып келді, ауырып үйінде жатып қалды, адамдар оның халін сұраған еді. Ақыретке бұлар сондай айқын сенетін еді, әрбір нәрсе үшін. Сол үшін ақыретке сондай айқын сенген адамдар бір жарты құрмамен болса да өздерін дозақтан қорғап жүр. Иттақун нара ула бишиқи тамратин дейді, жарты құрмамен болса дозақтан өздерін қорғаңдар деген сияқты. Аллах Тағала кейбіреулердің дүниесіне береке беріп қояды, біреуден береке алып қояды. Бір адам бар жоғы 10 мың теңге, 15 мың теңге айлығы бар. Сонымен ол үйіндегі бір қора бала шағасын асырайды. Сонымен ол әйелін тойғызады, әйеліне киім алып береді. Сонымен ол қонақ шақырады тағы да мұсылман бауырлар. Сонымен ол тағы да садақа беріп жүреді. Сөйтіп жүріп ол тағы біреуге қарыз береді. Құдай береке беріп қояды да. Сондай кішкентай нәрсе бәрі жетеді. Ал енді бір адам бар, 10 мың емес, 10 мың доллар, 10 мың теңге емес, 10 мың доллар ай сайын тауып отырады. Сол адам жетпейді. Анаған жетпейді, наған жетпейді, анаған жеткізе алмайды, бүйте алмайды. Соның іші жетпеген соншалықты Аллахтың жолында соның ішінен бір теңгесін шығаруға жетпей қалады. Таппай қалады. 10 мың доллардан Аллахтың жолында бір теңге шығара алмай қалады. Берекесі жоқ екен. Енді сол 10 мың доллар адамның малының берекесінің жоқтығы соншалықты 10 мың доллардың үстіне ай сайын табатын. Тағы да 100 мың доллар қарызы жүреді. Аллах Тағала берекесін алып қойса, шыныменде берекеске сап қояды екен. Шыныменде бір тиын болса да берекемен келсе, ал бұл Құдайдан қорқудың бір жақсы жері. Біз тақуалардың сипатын айтып кеттік. Аллах Құранда көп жерде айтып кетті. «Уама яттақила яджална махража». Құдайдан шын қорқыңдар, шығатын жол тауып береді дейді. Яғни Құдайдан қорыққан мұсылман адамға тупик деген нәрсе жоқ. Тупик болмайды. Ол кез келген жерден шығып кетеді. Егер Құдайдан қорыққан болса, «Уярзуқу мин хайсу ла яхтасиб». Құдайдан қорқыңдар, ойламаған жерден рызық несібе берем дейді. Аллах Тағала Құдайдан қорыққан рызық несібе. «Ума яттақилла яджална мин амри юсра». Құдайдан қорыққандарға дейді, ісін жеңілдетіп қоям дейді. Тірлік жеңіл болады.
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويدخله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Кім Құдайдан қорықса, оның дейді күнәсін бәрін кешіремін да, сауабын арттырып қоямын дейді. Шынымен қарап тұратын болсақ, бұл жоғарыдағы аяттар, бұл Құран тақуаларға жол көрсетуші дедік. Олардың біз айтып кеттік, иманда қандай белгілер бар екен, ғайыпқа иман келтіреді, көзбен көрмеген нәрселеріне де. Олар намазына бекем, олар жаңағы Аллахтың берген рызық несібесінен садақасын, зекетін, парыз болсын, парыз садақа болсын, нәпіл садақа болсын шығарып отырады Құдайдан қорқып. Олар пайғамбарға түскен Құранға иман келтіреді, ол пайғамбардан түскен ілгері кітаптарға да иман келтіреді. Міне осыны Аллах айтып келеді, айтады: «Улаика аля худан мир рамбих». Міне солар Раббысынан болған тура жолда солар дейді. Осындай адам тура жолда дейді. Ва улаика хумул муфлихун. Міне осындай адамдар құтылушы деген екен дейді. Міне солар табысқа жетуші. Міне солар ертең Раббысының жәннатына кіріп, көз көрмеген, құлақ естімеген нәрселерге, ойына келмеген нығметтерге шомады. Сондықтан бұл өмірде біз жақсылықты, ізгілікті әрқашанда сабырлықпен іздейік, шүкірлікпен іздейік. Әрқашанда бірімізден кемшілік табуға емес, біріміздің кемшілігімізді түзеушілерден болайық, біріміздің жақсылығымызды бағалаушылардан болайық. Бұл нәрсе әсіресе семьяларға өте көп айтылады. Семьядағылар ерлі-зайыпты бірін-бірін өте қадірлей білу керек. Ері әйелін, әйелі ерін, олар бірі-бірі үшін Құдайдан қатты қорқу керек. Екеуінің мақсаты бірін-бірінің тек қана тән ләззаты мен жан ләззаттарын ғана қанағаттандыру емес, екеуінің мақсаты бірге отырып жәннатқа бару болу керек. Осы мақсаттар бірінші орында тұру керек. Сонда Аллах оларға ізгілік береді, бақыт береді. Аллах Тағала баршамызды ізгілікке бастасын. Осы бір Құранды өзіне басшылыққа ала білетін тақуа құлдардың қатарына қоссын. Кемшіліктерімізді кешірім етсін. Аллах та біздерді көп кешірім сұраушылардан, көп тәубе етуші құлдардың қатарына қосып қойсын. Субханакаллаху бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Алла Омар өзінің Абдулла деген баласына өсиет жазды дейді. Көп нәрсе жазбаған. Сондағы айтқан сөзі: "Усика битақуаллах". Ей балам мен сені Құдайдан қорқуды өсиет етемін дейді. Осыны өсиет қылған екен. Құдайдан қорқуды өсиет етемін. Фа иннаху ман иттақаху вақаху. Өйткені кім сақтанса, Құдай соны сақтайды депті. Қараңыз. Қазақ қаяқтан алған бұл сөзді. Хазіреті Омар баласына жазып кетіп отыр. Өйткені фа иннаху ман иттақаху вақаху. Кім сақтанса сақтайды. Мүмкін біз айтармыз, қорықсаң, Құдай қорғайды. Олай да мағынасы дұрыс болады. Енді бұл жерде қорқу, күнәдан қорқу. Тақуалықты ғалымдар және бір мағына түсіндірмесі береді. Тақуалық дегеніміз, яғни қорған деді, Аллахтың азабынан, оның бұйырған бұйрықтарын атқару арқылы, тиымдарынан тиылу арқылы өзіңе қорған құрып қорғануың дейді. Яғни дозақтан Аллахтың бұйрығы менен бұйрығын орындап, әмірін атқарып, тиымнан тиылу арқылы қорғану. Егер кім Аллахтың істе деген нәрсесін істемесе, намаз оқы десе оқымаса, ораза тұтса тұтпаса, зинақорлық жаңағы қылма десе қылса, істе деген істемесе, істеме деген нәрсесін істесе, онда бұл қорған істеп жатқан жоқ, бұл тақуалық қылып жатқан жоқ. Ондай адамға Құран басшылық болмайды, ондай адам тозақтан қорғана алмайды. Өйткені ол қорғансыз кетіп барады ақыретке. Өйткені ол сақтық істеген жоқ. Ол өзін тозаққа әкетіп баратын адам болады екен. Сол үшін бұл Құран Құдайдан қорыққандарға тура жол көрсетуші дейді. Сондықтан Құдайдан қорықпаған адам Құранның ішінде көп деген сөзінен бейғам күйде өтіп кетуі мүмкін. Сен ол Құранды Аллахтың сөзі деп қойныңа құшақтап алып жүргенмен, қолтығыңа қысып, оның ішіндегі сөздің мағынасын түсінбесең, сол құшақтаған күні сен тозаққа кетуі мүмкін. Айтады, руббаталин лил Құран вал Құрану ял'ануху деп келеді. Кейбір Құран оқушылар бар, Құран оны лағнеттеумен болады дейді. Және қияметтің күні болады дейді, бір Құран дейді, өзінің егелерін тозаққа лақтырады дейді. Тозаққа лақтырады дейді. Сонда кейбіреуіміздің Құранымыз бізді тозаққа лақтыратын болып кетпеу керек. Егер біз Құранды тек қана табыс көзіне айналдырсақ, автобусқа мініп алып біреулер қазір Құран оқып ақша сұрайды ғой. Сол сияқты табыс көзіне, яки болмаса өлікке жаңағы шығарылатын бір рәсімге ғана шектеулі нәрсемен шектейтін болсақ, онда бұл Құраннан, сауаптан гөрі көбінесе зиян тауып алуымыз мүмкін. Енді тақуа дедік, худан лил муттақин, Құдайдан қорыққандарға. Қорқу деген шынымен Құранда өте көп жерде келеді. Құранда 250 аятта осы Құдайдан қорқу айтылады екен. Субханалла, қандай өте көп айтылады. Құранда Аллах айтады: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун".
Ей Құдайға иман келтірген пенделер, Құдайдан шынайы дәрежеде қорқыңдар, және мұсылман болмайынша өлмеңдер дейді. Өйткені бәрі ерте ме кеш пе өлесің. Бір өлеміз, ол ақиқат. Бірақ өлу қорқынышты емес. Осымен авариядан өлмейінше, судан өлмейінше, оттан өлмейінше, уланып өлмейінше, ит талап өлмейінше, суға батып өлмейінше, өртеніп өлмейінше деп айтамыз. Бірақ бәрі өлесің. Аман есен шалбы өлейінше, төсекте жатып 99-ға келіп, сөйтіп қиналмай үф деп өлесін айтшы, қиналмай өлу мүмкін емес. Пайғамбар қиналған өлетін кез. Сен мұсылман болсаң, мұсылманша өлесің, кәпір болсаң, кәпірше өлесің. Және ол мәселені шешпейді сен неден өлген. Төсекте өлгенің болмаса жолдың үстінде апаттан шек қарның ақтарып өлген мәселені шешпейді. Мәселені шешеді сен кім болып өлгенің. Сол үшін Аллах осы тақуалыққа беріп, және мұсылман болмайынша өліп кетіп жүрмеңдер дейді. Ал өлімнің қашан екен бір ғана Аллах тағала біледі. Енді және де осы Құранда көп жерде келеді, Құдайдан қорқу, әмірлерін атқарып сақтық жасау арқылы жәннатқа ұмтылып дозақтан сақтану, Құдайдың бұйрығын істей отырып, Аллахтың ашуынан, азабынан сақтану, бұл Құдайдың алдында құрметті деді. Өйткені Аллах айтты: "Инна акрама индаллахи атқакум", сендердің ең құрметтілерің Құдайдан қорыққандарың деп айтып кеткен. Аллах тағала Құран тақуаларға жол көрсетуші деп айтып келіп, енді тақуалардың кім екенін келесі аяттарда бізге жаңағы сипаттай бастайды. Алладина юъминуна бил ғайб. Бірінші, ол Құдайдан қорыққан пенделер ғайыпқа иман келтіреді дейді. Бірінші сипат. Тақуаның сипаттары болады екен. Осы Бақара сүресі сол тақуалар сипаттайды. Бірінші сипаты олар ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып, қазақта бұл сөз бар, е? Ғайып деген сөз. Бұл араптан келген сөз. Яғни көзге көрінбейтін нәрсеге иман келтіреді. Мұсылмандар қандай нәрсеге? Олар періштелерге иман келтіреді. Қасында екі періште бар. Ма ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид. Сенің аузынан қандай бір лебіз, қандай бір сөз шықпасын, оны жылдам жазып қоюшы періштелер бар деген сөзге сенеді. Сондан әрбір сөйлеп жатқан сөзім жазылып жатыр, міндетті түрде деп есептейді. Оны ғайып, көзіне көрінбейді ол періштені жазып жатқан, бірақ сенеді ол. Екінші, ол мұсылман адам ертең қабірде азап болатынына сенеді. Қабірдегі періштелердің сұрақ қоятынына сенеді. Өлгеннен кейін қайтып тірілетін күнге сенеді. Олар жаңағы жәннатқа сенеді, дозаққа сенеді, күнәһарлар дозаққа, жақсылар жәннатқа кіретініне сенеді. Ертең амал дәптер тапсырылатынына сенеді. Жақсылардың амал дәптері оң қолдан, күнәһарлыққа сол қолдан берілетініне сенеді. Ертең амалдар таразыға түсетініне сенеді. Бұның бәрін көрген жоқ, бірақ сенеді. Неге? Өйткені осы әлемдік құдіретімен жатқан Раббысының сөзіне сенеді. Өйткені мұсылман адам еш уақытта Құдайды өтірікші деп айтпайды. Ол Раббысымен иманда өте таза, өте пәк, сол пәктігі сол Аллахтың айтқан хабарын ешбір күдіксіз қабылдайды. Аллах тағала дозақтан қорқыңдар, күнәһар дозаққа түседі деді ма, бітті, ол дозақтан қорқымның әрекетін жасайды. Өйткені Аллах тағала өтірікті айтушы емес. Олар осы ғайыптарға сенеді, өйткені Аллахтың өзінің жіберген сүйікті пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өзі осы нәрселерді хабарлаған. Пайғамбар өзі көзінің тірі кезінде пайғамбарлық келместен бұрын өтірік айтпаған кісі да. Пайғамбарлық келместен бұрын өтірік айтпаған кісі болатын. Осы жерде олардың бірінші сипаты юъминуна бил ғайб, олар ғайыпқа сенеді. Ақырет күніне сенеді. Ақырет күні де ғайып, сол ақырет күні көп деген нәрселерді өз бойына қамтиды екен. Енді екінші сипат. Біріншісі ғайыпқа сенеді де, екіншісі уюқимунас-салата, және олар намаз оқиды дейді. Субханалла, ғайыптан кейін Аллах тағала намаздың маңыздылығын көрсетіп отыр. Және Аллах айтқан жоқ, юсаллунас-сала, яфалунас-сала, яғни бұл бізде намаз оқиды деп қоямыз. Ал юқимунас-сала деген намазы шын дәрежесінде тұрғызып оқиды. Шынайы намаздың уақытысына ықтиятты болады. Намаздағы дәретке ықтиятты болады. Намаздағы ықыласқа не ықтиятты болады. Намазға кәдімгідей құлшынады. Намаз олардың рахаты, намаз олардың өмірінің бөлшегі. Ол бір күні аш қалып кеткені үшін өкінбейді, бірақ бір күні намаз уақытысынан кеш оқылған үшін қатты өкініште болады. Ол бір күні бір нәрсені өзіне келмей қалған табыстан ажырап қалған үшін қайғырмауы мүмкін, бірақ мұсылман адам бір күні уақытысынан кешігіп қалған, ықылассыз оқылған намаз үшін кәдімгідей уайым шегеді.
олар намазды шын күйінде оқиды. Құрандағы аятқа сәйкес хафизу алас-салавати вас-салатил уста, намаздарыңа және орта намаздарыңа бекем болыңдар деген сияқты. Бұл екінші нәрсе екен, намазға бекем болу. Біз көп намаз жайында айтып өткенбіз. Шынымен намаз бұл құлшылықтың ішіндегі бір абзалы. Ертең қияметте де бірінші сұралатын нәрсе осы, есебінде осы намаз болады екен. Намазы дұрыс болса қалған кемшілігіне Алла кешіріммен қалайтындығы айтылған. Және де пайғамбарымыздың соңғы өмірде қайтатындағы өсиетінің өзі ас-сала, намаз деп кеткен болатын. Тақуалардың бірінші сипаты ғайыпқа сенеді, екіншісі намаз оқиды екен. Және айтады: "Ва мимма разақнахум юнфиқун", және біздің берген рызқыларымыздан дейді нафақа шығарады дейді. Ол зекет, ол садақалар. Бұл нафақа деп отқаны парыз садақа ішіндегі және нәпіл садақа бүкілін қамтиды. Осы біздің берген рызқымыздан нафақа шығарады дейді. Аят айттық, Аллахтан келген. Бұнда сонда бір дәлдік бар. Ойланған афала ятадаббарунал Құран, Құран жайында ойланбай ма дейді. Ойланған сайын сен шыменде Құранға тоймайсың, сені ойға қалдырады. Осы аятқа қарайықшы. Тақуаның сипаты бірінші ғайыпқа сенеді деді, екінші намаз оқиды деді, үшінші нафақа береді деді. Біріншісі ақидасын айтып жатыр да. Мұсылман ақидасы мықты дейді. Екінші ақидасына қарай амалы күшті дейді. Намаз амалдардың ішіндегі төресі. Намазың дұрыс болса, қалғанның бәрі дұрыс болады. Өйткені айтқан: "Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар", намаз үлкен кішік күнәдан тосады дейді. Намазда сондай бір қасиет бар. Намаз үлкен кішік күнәдан тосады. Егер адам намаз оқығаннан кейін, намаз оқып бітеді ғой. Намаз оққаннан кейін телевизордан жаман нәрсені қарай алмай, қорқып, жаман суреттерді аша алмай, үйінде бір жалаңаш сурет көрсе, тез қолын мыш отқа жағып жіберіп, сондай күйге түссе, оның намазы қабыл болды деген белгі бар да. Намаздан кейін өсек айта алмай, намаздан кейін адам жамандай алмай, намаздан кейін жұмған аузын сөйлегісі келмей, намаздан кейін зікір тасбих тартып, сондай болып кететін болса, оның намазының бір қабыл болуының белгі бар да. Ал намазды апыл-ғұпыл оқи сала шарт деп телевизорға креслоға шалқасын түсіп телевизорды көріп, программасын қанша жерін көрмей қалып, не болды деп сұрап отыратын болса, Алла біледі оны намаз. Не болғанын бір ғана Алла біледі екен. Өйткені намаздың бір қасиеті, шынайы оқылған намаздың қасиеті, адамды үлкен күнәдан да, кішік күнәдан да тосып қояды. Сондықтан намаз бірінші юъминуна бил ғайб деп ақидасын айтып кетсе, мұсылманның, тақуалардың, екінші юқимунас-сала, намазын айтып кеткен болса, амалдарын, үшінші ва мимма разақнахум юнфиқун, және біздің берген рызқыларымыздан нафақа береді деді. Енді үшіншісі, біріншісі өзіне пайдалы, екіншісі және өзіне пайдалы, үшіншісі тек өзіне емес, өзгеге де пайдалы амалда. Мұсылман адам тек жеке басын ойламайды дейді. Бұдан шығып отқан мағына. Мұсылман қарамағындағында ойлайды. Мұсылман көршісі аш отырса, аузынан тамақ өтпейді. Мұсылман сауап тапқысы келеді. Намаз сенің жеке басың үшін. Сен намаз оқисың. Бітті, сен үшін біреу намаз оқып бере алмайды. Ал садақа, зекет деген біреудің қажетін ашасында. Осы садақаның ішіне тек қана зекет кіріп кетпейді. Бұның ішіне сен әйелің үшін жұмсаған ақша да кіреді. Бұның ішіне балаң үшін жұмсаған ақша да кіреді. Субханалла, Аллах Тағала сауаптың үстіне сауап жазып қойған, ықыласың дұрыс болса болды. Ниетің дұрыс болса. Сен үйіңе алып келдің, әйеліңе бір тамақ істесін деп продукт алып келдіңіз, и саған сауап жазылып отыр. Бала шағаңа киім алып бердің, саған сауап жазылып отыр. Бәрі сауаптан тұрады. Мұсылманның ажабан ли амрил муъмин, Құдайға иман келтірген ісінің бәрі таңғалыш дейді. Өйткені оның бүкіл ісі оған жақсылық дейді. Бүкіл ісі ол үшін қайырлы, жақсылығы да, жамандығы да оған сауап пен жаңағы шүкірлігі де оған сауап болып келеді екен. Енді үшіншісін айтып отыр, біздің бергенімізден дейді. Субханалла, екінші қараңыз. Бірінші өзіңге пайда береді мұсылман, жеке бас ойламай. Екінші мимма разақнахум, өздеріндегі малдарынан садақа береді деп айтпайды Аллах Тағала. Субханалла айтады. Біздің берген дүниемізден садақа қылады дейді. Және де Аллах Тағала ол мұсылманның өзіндегі бүкіл нығмет Аллахтан екендігін сезінетін пенде екенін айтады. Мұсылман емес адам бәрін өзі қатырғандай болады да. Мен ғой, ой, мен. Мұсылман Құдай берді дейді. Мұсылман өзім таптым дейді. Жаңағы Қарун сияқты оған тақуалыққа шақырғанда ахсин кама ахсана илайк дегенде, Құдай саған қалай жақсылық қылса, сен де солай жақсылық қыл деп айтқан кезде, жоқ, бұның бәрі мен өзімнің білімменен таптым, өзім таза еңбегім, burada Құдайдың үлесі жоқ деген сөз айтқанда.
иманы әлсіз адам өзіндегі бүкіл нығметтен өзі тапқандай болады да, оны Құдайдан келгенін ойламайды, өзімнің еңбегім, сонда мен Құдайға беруге тиіс емеспін деген ойға келеді. Ал мұсылман адам өзіндегі бүкіл нәрсе Құдайдан екенін сезінеді, ол дастархан басында отырып бір жұтым су ішердің алдында бисмиллах деп сол Раббысын есіне алып қояды да, Алла дейді, бір жұтым су үшін. Өйткені оны берген Аллах Тағала. Сондан Аллах Тағала وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ біздің бергенімізден дейді, яғни ол тақуа құлдары өзіндегі бүкіл нығмет өзіне екен сезінетін құл екенін айтады. Осы жерде Дауд алейхиссалам айтады, Алла, мен саған қалай шүкірлік қылдым деп айтайын. Егер менің сен үшін жасаған құлшылығымның бәрі сенің берген денсаулығыңмен болса дейді. Мен саған қалай шүкірлік қылдым деп айтайын, егер менің берген садақаның бәрі сен берген дүниемен болса дейді. Ештеңе істеп жатқан жоқпын дейді. Сен маған жақсылық беріп жатсың дейді. Нығметтің үстіне нығмет, Құдайдың қандай кеңдігі, Аллах өзі беріп, өзі сауап бергізіп қойыпты. Сөйтеді, сол садақамен бізге сауап кіргізеді дейді. Енді және қараңыз, бір сөзін әлі шығармын. Уа мимма арабтың тілінде біздің рызық бергендерімізді Аллах жолына, менің бергенімді Аллах жолына қайтып береді деп жатқан жоқ. Аллах Тағала. Менің берген нәрсемнің ішінен қандай да бір жерін береді дейді. Былай айтқанда 40 қойдан бір қой деген сияқты. 40 қойды беріп тұрған Құдай, сенен бірақ қойды кедейлерге бер деп тұрды, бұл басқа ештеңе айтқан жоқ. Мен саған 40 қойды бергенмін, қайтадан бер. Қазір біз бір қарыз берейікші. 100 теңге берсек, 100 теңге қайтарып берейін. 99-да 1 теңгесі қайда дейміз. Аллах Тағала бүкіл нығметті береді да, соның ішінен бір кішкентай бөлшегін ғана Аллахтың жолына таратады дейді, және оны өзі алмайды. Кедей өзің сияқты мұсылманға бер. Сонымен сен оны байланысыңды түзейсің, қарым-қатынасыңды түзейсің, еще сауап табасың ақыретте. Бұл нәрсе үшін, садақа үшін адам сауап табады. Тіпті садақаменен адам баласы тозақтан құтылып кетеді. Біз айттық, осы сен мал дүниеңді Құдайдан қорқып бала шағыңа жұмсасаң да сауап тауып кетесің. Хадис бар. Бір әйел кісі кішкене сәл аш болады, тамақ табылмай қалады. Екі кішкентай қызын ертіп алып келе жатса, 3 құрма тауып алады. Екі кішкентай қызы бар, 3 құрманы тауып алады да, шешесі қуанып, бір құрманы бір қызына, екінші құрманы екі қызына, үшінші құрманы өзі алып жейіндей бастайды. Екі қыз аш, кішкентай қыз ғой. Құрманы тапқан бас салып ауыздарына тығып жіберіп, шайнап, жұт жібереді да. Шешесі жаңағы аузына өзінде құрманы сүртіп, аузына салам дегенше екеуі жеп қойып, шешесінің аузына қарап отыр дейді. Шешесі екі қызы қарап қалғаннан кейін, олардан ұялып құрманы аузына салайын ба, салмайын ба деп ыңғайсызданып қалады. Сөйтті аузындағы құрманы қайтадан кері шығарып, оны екіге бөліп, екі қызына бөліп жегізеді. Пайғамбарымыз айтқан екен осы әйелге, "Уалахал жанна", осы әйелге жәннат болды деген екен дейді. Субханалла, қараңыз. Құдай өзі дүние берді. Сен оны өзіңнің ең жақын бала жағыңа бөліп бердің, және жәннатқа кіріп алдың да. Не істеп жатқанын білмейміз біз. Бәрі Аллахтан беріліп жатыр. Егер айтады, адам баласы Құдайдың өзіне берген нығметін ойласайды, жалпы Құдайдың берген нығметін ойлау бұл қажет бізге, парыз. Вазкуру ниъматаллахи алейкум. Сендерге берген Құдайдың нығметін айтыңдар, ойлаңдар деген бізге аят бар. Пайғамбар айтады, "Ва амма би ниъмати раббика фахаддис". Енді Аллахтың берген нығметін айт дейді елге. Айт дейді. Аллахның берген нығметі, бала шағасы сенің өзіңе ұқсайтын. Оның тілі еңбектегені, оның бір уақытта сәл сен бетіне қарап кіндігінен қытықтаған кезде сенің бетіңе қарап балаң жымиып қалған өзі үлкен нығметті. Сол балаңыз өскеннен кейін әкесін шешесін тануы, сол балаңның тілі шығып сайған әке, ана деп сөз айтуы, бұның өзі нығметті. Субханалла. Нығметті ойласаң, "Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха", Құдайдың берген нығметін ойласаң, санына жете алмайсың дейді. Сол үшін Аллах Тағала бізге ойлауды бұйырады, парыз қылып қойған. Құдайдың берген. Неге? Құдайды жақсы көруге алып келеді екен осы. Құдайдың өзіңе берген ойласаң, жақсылық, оны жақсы көруге алып келеді. Бір адам саған жақсылық істейді. Сен соны есіңе түскен сайын, сен оны жақсы көре бастайсың да. Маған көмектесіп еді қиналған кезде сол жігіт, ой, Алла разы болсын деп жақсы көре бастайсың. Бір есіңе түскен. Ал Құдай саған әрбір сәтте, әрбір секундта жақсылық істеп жатыр. Әрбір секундта. Небір адамдар бар, өмір сүріп жатыр. Құдай оған беріп жатыр, Құдайға ештеңе бергісі келмейді. Ертең, намаз оқымайсың ба, пенсияға дейін күтіп тұрсың Құдай. Ертең бір ай тағы да Құдайға шарт қояды, бір айдан кейін көрейін енді, ойланып көрейін енді.
Енді оразада бастайын енді, оразадан бастайын. Құдай күте тұрсын бір айға дейін. Тіпті Құдайға бір ай емес, бір апта емес, бір сағат деп айтудың өзі ұятты. Құдай да саған, жарайды сен бір сағат күте тұр, мен саған дем бермей тұрайын десе не болады? Сол жерде бұрау болып қаламыз да. Бір сағат дем бермей тұрайын десе. Беріп жатыр да Құдай Тағала. Әрбір секундта бізге дем беріп жатыр да. Ал сол беріп жатқан Құдайға бергіміз келмейді. Сондай бір сараңбыз, сондай бір наданбыз. Енді осы аятта وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, олар біздің берген рызқымыздан нафақа қылады дейді. Береді дейді. Құдайдың өзінің бергеннен береді. Және бәрін бере салмайды. Оның келі бір бөлшегін береді. Ал енді біз сол Аллах жолында береміз, айттық, содан қанша сауап табамыз, كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ дейді. Субханаллах. Құдай өзі берді бізге соны, дүниені. Енді сен сол дүниені Аллахтың жолында берсең дейді, садақа қылып па, зекет қылып па, бұл негізі Аллахпен болған сауда. Бір кісі айтқандай, бір мәселелері бар, адамдар істесе бәрі байып кететін еді дейді. Аллах жолында садақа беріп тұрды, жиілетсе, және соны шын ықыласпен беруді әдетке айналдырса, Аллах оған дүниені еселеп отырады дейді. Өйткені аят бар. Камасали хамбатин амбатат саб асанабила фи кулли сумрамияту хамба. Дейді, сен бір Аллах жолында берген садақаң дейді, бір түйір дәнекке ұқсайды дейді. Сен ол дәнекті жерге тастасаң, амбатат саб асанабила 7 сүмбіл өсіп шығады. Осы сүмбіл негізі арабтың сөзі. Арабтың сөзі 7 жаңағы бидайдың несі сабағы шығады дейді. 7 сүмбіл өсіп шығады. Фи кулли сумбулатин миату хамба, әрбір сүмбілде 100 дәнектен болады дейді. Сонда сенің бір дәнегің қанша болды? 700 болып кетті да. Адамның ықыласына қарай, сенің садақадан жасаған ниетіңе қарай сол еселеніп қайтып келіп отырады. Ең минимальный еселені 10 есе. 10 есе. Кейбір қиссаларды келтіреді. Ілгергілер датова сондай өзі қажылыққа барған адамдар қызық болады екен. Мен бір кісі осы қисса айтайын деген бір бизнесмен адам қажылыққа барған екен. Сол өзі қажылықтағы әсерін айтып отыр да. Қажылыққа бардым, сол кезде бір студенттер кездесті, айтты, мына Меккеде оқыған намаз 100 мың намазға татиды, Мединеде оқыған адам 1000 намазға татиды деді. Сосын есептедім, 100 мың дегеніміз осынша жыл, осындай есептен былай қылдым, ол пәленше жылға татиды екен, мынандай екен. Енді бизнесмен ғой, әбден есептеп үйреніп қалған да. Бәрін есептеп жатыр. Енді бір әншілер, музыканттар барған екен. Мә, ана азаншының дауысына деп айтады да. Әркім өзінің деңгейінде де, өз деңгейінде бизнесмен ақша санап, сауап санап жүр. Кәдімгідей. Әншілер дауыстарына Құранның, ана имамның дауысына сүйегіңді сырқыратады деп, олар өзінше бір есептер жүргізіп жатады екен. Сол сияқты бұл айтып отыр, бір дәнектен 700 өседі. Ең кемі 10 еседі. Тіпті сондай қиссалар бар. Бір кісі дейді, бір алма алып жорға дегенде әйел жерік болған екен дейді. Соны жорға дегенде бір алма тауып алып келе жатса, жолдан бір қайыршы кездесіп қалып, аш бұралған, не істерін білмейді, ананың көзі алмаға түсіп, соны бұны жаны ашып апарайын десе, әйелін апару керек, апармайын десе, мына қайыршы тұр, сонымен не істерін білмей тұрады да. Сол жерде ниетін түзелеп, Аллах бір берер енді, бір күн аш қылып, бір күн шыдай тұрайық, ертең алма табылар енді, бүгін үлгермесем ертең табам дейді. Сол Аллахтың разылығы үшін пәленбай күн тамақ таба алмай қалған жаңағы кедейге сол алмасын қиып тастап кетеді да. Сөйтті, Аллах сенің сауабыңды өтем ақыретте, дүниеде деп. Үйіне кетеді, үйінде отырса есігін біреу қағады дейді кешке. Сіз не болды десе, пәленше сізге сыйлық беріп жіберді, қандай алмалар беріп жіберді дейді. Алма алып келіп, алманы беріп алса, бұл жаңа алманы санап жатыр дейді, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп санапты да. Біреусі жоқ қой деп айтады дейді ана. Соны алып келген адам сасқапты, қалай біреусі жоқ алманы. Кешіресіз, мен жаңа қызықтым да біреусін қалтама салып алдым деп айтады дейді. Сіз қайдан біліп қойдыңыз деп айтты. Мен білген жоқпын, Аллах Тағала ең минимальный сауап 10 есе деп айтқан деп айтты. Сол менің ықыласым хотя бы минимальныйға жеткен шығар деп ойладым деп айтты дейді. Аллахтың разылығы үшін бір алма берген едім. Ең крайний случай, ең последний енді 10 алма қайту керек деп ойлады, 9 болып қалды. Сонымен қарап есептедім деген екен дейді. Сондықтан Аллах Тағала өзі береді. Жәннатқа әйелге жәннат кіргізіп қойған сияқты, екі баласына, қызына құрманы бөліп беріп отыр, жәннатқа кіріп отыр. Сондықтан бұл Аллахтың кеңдігі, мейірімдігі. Сол үшін айтады ғой, Аллахтың дейді, өзіңе берген нығметін ойласаң дейді. Одан кейін сен Аллах үшін істеп жатқан құлшылығыңды ойласаң дейді екеуінше. Онда Құдайға құлшылық істедім деп айтуға ұялатын едің дейді. Мен бірдеңе істедім Құдайға. Мен намаз оқыдым,
мен сәждеде тұрдым деп айтуға аузың бармас еді дейді. Ұялатын ең дейді. Шынымен де Аллахтың бізге бергені өте көп. Біз Аллахтың нығметінің, мейірімнің арқасында жүрміз. Сол үшін әрқашанда жиі қайталаймыз. Фатихада күніге айтамыз: Ар-Рахман, Ар-Рахим, мейірімді, рахымды деп айтамыз. Аллах сондай кең беріп жатыр. Шынымен де Аллахқа сондай шүкірліктер қылу керек. Шынымен де оның нығметіне риза болуымыз керек екен. Бұл енді Аллах Тағала жоғарыда айтып кетті. Ол тақуа құлдар ғайыпқа иман келтіреді екен. Олар намаздарынан бекем болады екен. Ол Аллахтың берген рызқысынан напақасын шығарып тұрады екен. Және айтады: "Уаллазини юминуна бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблик". Олар саған түскен Құранға иман келтіреді, және сенен ілгеріде түскен кітаптарға да иман келтіреді. Бұл мұсылманшылықтың және діннің ақиқат екенін көрсетеді. Саған түскен кітап деп пайғамбарға айтып жатыр, Құранға иман келтіреді. Яғни мұсылмандар Құранға көп көңіл бөлетіндігі. Бір осы сүренің ішінде, осы бір аз аяттың ішінде Құран 2 рет айтылып кетті да. Бұл Аллахтан келді, бұда ешқандай күдік жоқ, және осы нәрсеге мұсылмандар, тақуалар соның ішінде иман келтіреді дейді. Иманның ар жағында Құранды оқу, иманның ар жағында сол әр әрпіне 10 сауап жататындығы, иманның ар жағында бұл Құран оның дүние мәселесін шешетіндігі жатыр. Иманның ар жағында осы Құран арқылы дозақтан құтылуға болатындығы жатыр. Иманның ар жағында осы Құран арқылы жәннатқа кіруге болатындығы жатыр. Иманның ар жағында осы Құран арқылы Құдайға жақындау болады деген нанымдар жатады екен. Яғни олар саған түскен кітапқа иман келтіреді, және ілгерге түскен кітаптарға иман келтіреді деп мұсылманның кітаппенен, Аллахтың жіберген, түсірген кітабыменен жіберген пайғамбарын алаламайтындығын айтып жатыр. Ал басқа қауымда олардың діннің қателігіне сол, яһудилер пайғамбарларды алалайды, христиандар да пайғамбарды алалайды. Мысалға яһудилер Иса пайғамбарды валаду зина дейді, зинадан туған бала дейді. Сондай жаман сөз айтады. Христиандар Лут пайғамбар өзінің қызыменен төсекке жатып тұрған дейді, зина қорлық істеген дейді. Алла сақтасын. Сондай жаман сөздер айтады. Мұсылманшылықта ғана пайғамбарларға жақсы сөз айтады, және оларды алаламайды екен. Сол сияқты біз кітаптарға иман келтіреміз. Таурат деген сияқты, Инжил, Забур деген кітаптар Аллахтан түскеніне біз иман келтіреміз. Ва бил ахирати хум юқинун дейді. Және олар ақыретке айқын сенеді дейді. Юқин, айқын сенеді. Ал жоғарыда аят жеткілікті еді. Юминуна бил ғайб. Ол тақуалар ғайыпқа сенеді дегенде ақырет соның ішіне кіріп кеткен. Бірақ мына жерде ақыретті және алып жатыр да. Енді ойлап қараңыздаршы. Күмән жоқ та ақыреттіндігіне олар сенетіне. Бірақ біздің қазір деңгейде өмір сүріп жатқан мұсылмандардың ақыретке деген иманы менен ілгергі өткен мұсылмандардың ақыретке деген иман дәрежесін салыстырып көрейікші. Хазірет Омарды еске алып көріңіздер. Халифа болды. Кеңсесінде отыр. Бірақ оған бір адам шаруасымен келді. Кешкі уақыт шам жағып қойған еді. Сонда Омар сұрады, қандай шаруамен келді? Халифалыққа қатысты бір шаруа ма деп. Жоқ, халифалыққа қатысы жоқ шаруа. Менің жеке, сіздің мен және менің екеумізге қатысты шаруа деді. Сонда Хазірет Омар қазір күте тұр деді, екінші шамды алып келді. Сөйтіп ана шамды өшіріп, екінші шамды жақты. Екеуі бірдей шам. Екеуінің жарығы да бірдей. Бірінің артықшылығы жоқ. Екеуі бір заттан жасалған. Ана кісі түсінбеді де сұрады, неге сіз шам ауыстырдыңыз? Бәрі ешқандай айырмашылық жоқ қой деді. Мынадан қатты жанбайды ғой деді. Сонда айтты, сен халифалықтың ісімен келген кезде мен бұл өкіметтің шамын жағатын едім. Ал енді сен мен тірлігімен келген кезде өкіметтің мен шамын сұрап етуден Құдайдан қорқамын деді. Ақыреттің күнінде бұлар қалай иман келтірді? Олар Құрандағы фәмәй яъмал мисқала зарратин хайран яра ва май яъмал мисқала зарратин шарх деген аятты жүректерден өткізіп, оның ешбір ар жағында күдіксіз сеніп жатыр да. Ертең қияметтің күні болғанда екі сөзде қазақтар мысқалдай, зәредей нәрсені көздеріне көрсетеді дегенде Құдай тағала. Мысқалдай, жақсы болсын, жаман болсын. Бұлар осы аятқа иман келтірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады хадисінде. Құрандағы ең қорқынышты аят осы аят дейді. Ең қорқынышты аят. Біз түйедей нәрсеге не болады дейміз? Ал егер мысқалдай нәрсе жағдайымыз не болады да? Мысқалдай, шаңның тозаңдай нәрсе үшін сен қараптан қарап тұрып біреу туралы жаман пікір айтқаныңның өзі. Қараптан қарап тұрып біреудің үйінен бір рұқсатсыз бір затты алып кеткеніңнің өзі. Қараптан қарап бір затқа қиянат қылған, аманатқа қиянат қылған, осынша қанша кемшіліктеріңіз бар. Соны қорыққан Хазіреті Омар осы аятты жатқа білетін, ол аятты біз де жатқа білетін едік. Бірақ олар айқын сенеді ақыретке. Ертең есеп болады. Шаңның тозаңдай нәрсе дегеннен есеп болғандан ол шамды ауыстырды. Шам не жанады дейсің сонда бір екі адам сөзінен? Не кетеді дейсің? Ол не тұрады дейсің? Осы қанша ақша тұрады еді дейсің? Бірақ
ол ертең қияметте осы нәрсеге есеп болады деп айқын сенгендіктері болатын еді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір күні түнде ұйықтай алмады. Күрсіне береді, дөңбекшиді, күрсіне береді, дөңбекшиді, ары аунайды, бері аунайды. Анамыз одан сұрады, Айша анамыз, Аллах нерсен, сізге не болды? Мазаңыз қашты ғой деді. Сонда пайғамбарымыз айтқан сөзі, мен есік алдынан бір құрманы тауып алдым. Сөйттім де ол құрманы алып, жаңағы жабысқан шаңды кетірдім де жедім. Енді сол құрма есіме түсіп жатыр. Сол құрма менің садақаға таратып жіберген құрмаларым түсіп қалған құрмам еді. Мен біреуге садақа ретінде берген біреудің бір құрмасын жеп қойдым ба деп қорқып жатырмын дейді. Субханалла, бір құрма есіне түскеннен түн бойғы ұйқысынан ажырап кетті да. Қазір түйені түгімен жұтып жібереді де аяғын керіп тұрып пырылдап ұйықтайды адамдар. Ешбір қорқыныш жоқ. Ал пайғамбар бір құрма үшін бір түнгі ұйқысынан ажырап қалды да. Ұйықтай алмай шықты. Кешірім сұрап шықты. Барынша одан Раббысына жалынды. Сол үшін пайғамбарымыздың сахабалар айтқандай, бізде екі бір үміт бар еді, екі бір құтылу бар еді. Біреусі кетті, екіншісі қалды дейді. Бір құтылуымыз пайғамбар еді, ол кетті, екінші құтылуымыз енді біз Құдайдан кешірім сұрауымыз дейді. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінің бірінде, "Валлахи Аллахқа ант етейін, инни ла астағфируллаха фил яуми ва атубу илайхи аксара мин 70 марра" деген сөзін айтты. Аллахқа ант етейін, мен күніне 70-тен аса мәрте кешірім сұрайын, 70-тен аса мәрте тәубе қыламын депті. Күнәсі жоқ пайғамбар осыны істеген болса, күнәсі болған біз не істеуіміз керек? Қанша іске тәубе жасауымыз керек? Қанша істен кешірім сұрауымыз керек? Бізге әрбір сәтте кешірім сұрауымыз керек. Бізге көп кешірім сұрауымыз керек. Пайғамбарымыз күнде 100 рет кешірім сұраса, біз 7 рет те сұрамай күн батырып жатамыз. Ертең шынымен мысқалдай нәрсе үшін есеп беретін қияметтің күніне жиналған кезде халіміз қандай мүшкіл болып кетуі мүмкін да. Сол үшін ол бір мұсылман адам дегеніміз тақуаның бір және бір белгісі, кішкентай сауап болса да құр қалдырмайды, кішкентай күнә болса да бойын алыс ұстайды. Тақуаның бір белгісі. Сахабалар айтатын, кейінгі өздерінен, ал бізді көрсе не деп айтатын енді Алла біледі, өздерінен кейін келіп жатқан табиғиндарды көргенде айтқан екен, сендер бір күнәлі істі істейсіңдер, біздің кезімізде ол істі істеген кезде тура үстімізден тау құлайтындай қорқушы едік, ал сендер мұрындарына шыбын қонған құрлы көрмейсіңдер деп айтатын еді. Ал біздің егер күнәмізді көрсе, бұлар мүлдем жәннатты үміт етпейтін пенделер шығар деп қалатын шығар. Бұлар мүлдем дозақтан қорықпайтын қандай адамдар деп айтатын еді. Хазірет Омар дозақтан қорыққан соншалықты «Инна азаба роббика лавақи ма лаху мин дафи» деген аятты оқылған естіген кезде, расында Раббының азабы сөзсіз болады, оны тоқтататын ешбір нәрсе жоқ деген аятты естіген кезде жылады, сол жылауы оны ауруға алып келді, ауырып үйінде жатып қалды, адамдар оның халін сұраған еді. Ақыретке бұлар сондай айқын сенетін еді, әрбір нәрсе үшін. Сол үшін ақыретке сондай айқын сенген адамдар бір жарты құрмамен болса да өздерін дозақтан қорғап жүр. Иттақун нар ула бишиқи тамратин дейді, жарты құрмамен болса дозақтан өздері қорғандар деген сияқты. Аллах Тағала кейбіреулердің дүниесіне береке беріп қояды, біреуден береке алып қояды. Бір адам бар жоғы 10 мың теңге, 15 мың теңге айлығы бар. Сонымен ол үйіндегі бір қора бала шағасын асырайды. Сонымен ол әйелін тойғызады, әйеліне киім алып береді. Сонымен ол қонақ шақырады тағы да мұсылман бауырлар. Сонымен ол тағы да садақа беріп жүреді. Сөйтіп жүріп ол тағы біреуге қарыз береді. Құдай береке беріп қояды да. Сондай кішкентай нәрсе бәрі жетеді. Ал енді бір адам бар, 10 мың емес, 10 мың доллар, 10 мың теңге емес, 10 мың доллар ай сайын тауып отырады. Сол адам жетпейді. Анаған жетпейді, наған жетпейді, анаған жеткізе алмайды, бүйте алмайды. Соның іші жетпеген соншалықты Аллахтың жолында соның ішінен бір теңгесін шығаруға жетпей қалады. Таппай қалады. 10 мың доллардан Аллахтың жолында бір теңге шығара алмай қалады. Берекесі жоқ екен. Енді сол 10 мың доллар адамның малының берекесінің жоқтығы соншалықты 10 мың доллардың үстіне ай сайын табатын. Тағы да 100 мың доллар қарызы жүреді. Аллах Тағала берекесін алып қойса, шынымен берекесізге сап қояды екен. Шынымен бір тиын болса да берекемен келсе, ал бұл Құдайдан қорқудың бір жақсы жері. Біз тақуалардың сипатын айтып кеттік. Аллах Құранда көп жерде айтып кетті. Ва яттақила яджална махража. Құдайдан шын қорқыңдар, шығатын жол тауып береді дейді. Яғни Құдайдан қорыққан мұсылман адамға тупик деген нәрсе жоқ. Тупик болмайды. Ол кез келген жерден шығып кетеді. Егер Құдайдан қорыққан болса, уярзуқу мин хайсу ла яхтасиб,
Құдайдан қорқыңдар, ойламаған жерден рызық несібе берем дейді. Аллах Тағала Құдайдан қорққан рызық несібесін. Құдайдан қорыққандарға дейді, ісін жеңілетіп қоям дейді. Тірлік жеңіл болады. Кім Құдайдан қорықса, оның дейді күнәсін бәрін кешірем де, сауабын арттырып қоям дейді. Шынымен қарап тұратын болсақ, бұл жоғарыдағы аяттар, бұл Құран тақуаларға жол көрсетуші дедік. Олардың біз айтып кеттік, иманда қандай белгілер бар екен, ғайыпқа иман келтіреді, көзбен көрмеген нәрселеріне де. Олар намазына бекем, олар жаңағы Аллахтың берген рызық несібесінен садақасын, зекетін, парыз садақа болсын, нәпіл садақа болсын шығарып отырады Құдайдан қорқып. Олар пайғамбарға түскен Құранға иман келтіреді, ол пайғамбардан түскен ілгері кітаптарға да иман келтіреді. Міне осыны Аллах айтып келеді, айтады: "Улаика ала худан мир раббих", міне солар Раббысынан болған тура жолда солар дейді. Осындай адам тура жолда дейді. "Ва улаика хумул муфлихун", міне осындай адамдар құтылушы деген екен дейді. Міне солар табысқа жетуші, міне солар ертең Раббысының жәннатына кіріп, көз көрмеген, құлақ естімеген нәрселерге, ойына келмеген нығметтерге шомады. Сондықтан бұл өмірде біз жақсылықты, ізгілікті әрқашанда сабырлықпен іздейік, шүкірлікпен іздейік. Әрқашанда бірімізден кемшілік табуға емес, біріміздің кемшілігімізді түзеушілерден болайық, біріміздің жақсылығымызды бағалаушылардан болайық. Бұл нәрсе әсіресе семьяларға өте көп айтылады. Семьядағылар ерлі-зайыпты бірін-бірін өте қадірлей білу керек. Ері әйелін, әйелі ерін, олар бірі-бірі үшін Құдайдан қатты қорқу керек. Екеуінің мақсаты бірін-бірінің тек қана тән ләззаты мен жан ләззаттарын ғана қанағаттандыру емес, екеуінің мақсаты бірге отырып жәннатқа бару болу керек. Осы мақсаттар бірінші орында тұру керек. Сонда Аллах оларға ізгілік береді, бақыт береді. Аллах Тағала баршамызды ізгілікке бастасын. Осы бір Құранды өзіне басшылыққа ала білетін тақуа құлдардың қатарына қоссын. Кемшіліктерімізді кешірім етсін. Аллах та біздерді көп кешірім сұраушылардан, көп тәубе етуші құлдардың қатарына қосып қойсын. Субханакаллаху бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта